every Бұл адам күнде оянғанда, оның киімдері пісіріліп, ұқыпты түрде жайылады. Тіпті әйелі де оған таңғы ас әзірледі. Тіпті оның жұмыс аяқ киімі де дайын. Жұмысқа кетер алдында әйелі тіпті бетінен сүйіп қоштасады. Бір қарағанда, бұл бақытты өмір оны өте бақытты етеді. Бірақ шын мәнінде Юн Чол бұл дүниеден кеткісі келетіні үшін үнемі қайғырады. Өйткені бұл шаршаған өмір оған төзгісіз. Тіпті зәр шығарса да, оған тұруға рұқсат етілмейді. Ол отыруы керек. Ол тістерін тазалап жатқанда, бір тамшы су шашырап кетпес үшін 90 градусқа еңкеюі керек. Аяқ киімі ұқыпты орналастырылмаса да, әйелі оны ұрсады. Юн Чол тек өзінің көзқарасын көрсетуге батылы барады. Бірақ қарсылық білдіруге батылы бармайды. Өйткені оның әйелінің аты Чекен. Ол үлкен байлықтың мұрагері, ал Юн Чол кішкентай кофехананың иесі ғана. Бірақ күннің соңында ер адамдар әрқашан жаңа нәрсені сезінгісі келеді. Сонг Мидің көмекшісі мені көптен бері көлікте күтіп жүр. Юн Чол оларға Сонг Ми екеуі бәрін тастап, тыныш өмір сүретін жер табуды ұсынды. Бірақ Сонг Ми риза болмады. Өйткені Юн Чол сияқты қабілеттерімен ол оған қалай бай өмір сыйлай алды. Сонг Ми Юн Чолға егер оның әйелі жоқ болса, оның барлық мүлкі оған тиесілі болмайтынын еске салды. Сосын Сун Ми бұрылып, кішкентай сөмкесін алып шықты. Юн Чол отырды да, бұл заттың өте қауіпті екенін түсінді. Сун Ми оның жақында зерттелген у екенін айтты. Егер шараппен араласса, 12 сағаттан кейін қатты құсу және қанды нәжіс пайда болады. 2 күн ішінде ағзалар таусылып, өлімге әкеледі. Бұл затты ағзаға сіңіргеннен кейін оны сынау мүмкін емес. Сондықтан жалғыз қорытынды бұл аурудан болатын өлім. Сөйлегеннен кейін Сун Ми дәрмек пакетін Юн Чолдың қолына салып, оның қалағанын істей алатынын түсіндірді. Әйелі жағынан Джекеннің жүрегінде кенет үрей сезімі пайда болды. Әрине, Юн Чол көлікке отырып, дәрі-дәрмектің қаптамасын алып шықты. Содан кейін шприцтің көмегімен дәрі-дәрмекті шарап бөтелкесіне енгізді. Бірнеше ота жасатқаннан кейін ол көліктің бақылау тақтасына камера орнатуға кірісті. Бірақ кездейсоқ. Кейіннен бұл операциялар оған не болып жатқанын нақты түсіндіруді қиындатты. Үйдің есігіне жақындағанда, ол кенеттен жақын жерден жұмбақ және оғаш адамды тауып алды. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезсе де, Юн Чол ар ұжданының азаптауынан болар. Оған бәрібір деп ойлады. Бірақ Юн Чол есікті ашып, үйге кіргенде, оның көз алдында пайда болған көрініс оны шошытып, тез шегінуге мәжбүр етті. Жердегі қан бассейні оны ыңғайсыз сезінді. Юн Чол бірден әйелі туралы ойлады. Ол дірілдеп жоғарыға көтерілді. Бірақ Юн Чол үйдің әр бұрышын тінтсе де, әйелін ешқашан таба алмады. Бұл оны қатты үрейлендірді. Ол әйеліне бірдеңе болғанын сезді. Әрине, әйеліне телефон соққаннан кейін, оның телефоны сөніп қалғанын байқады. Кенет Юн Чол үстелден 5 миллиард вон дайындау керек екені анық жазылған хатты тауып алды. Сонымен қатар, оған полиция шақыруға рұқсат етілмеді. Әйтпесе әйелі қайтыс болар еді. Сонда ғана ол әйелінің ұрланғанын түсінді. Сосын өзі дайындаған шарап бөтелкесіне қараса, жүзінде жайбарақат күлкі пайда болды. Ол іштей, бұл жақсы мүмкіндік емес пе, деп ойлады. Әрине, ол бірден полиция шақыруды ұйғарды. Полиция кеткеннен кейін Юн Чол душ қабылдады. Ол суды қалағанынша қоса алады. Және тістерін тазалау үшін 90 градусқа еңкеюдің қажеті жоқ. Ол зәр шығарғанда еңкейіп отырудың да қажеті жоқ еді. Ол дәретхананың қақпағын ыңғайлы түрде көтеріп тұрып, зәр шығаруға мүмкін еді. Бұл Юн Чол 10 жылдан астам күткен сезім. Ол сондай-ақ қалаған кезде ұйықтай алатын. Бұл Юн Чолды керемет бақытты ететін. Бірақ бұл оның сәтсіздігінің басы екенін білмеді. Оқиға болған жерді тексергеннен кейін полиция үйде қарсылық белгілері байқалмады деген қорытындыға келді. Ал едендегі үлкен қан бассейнін оның таныстары тастап кеткен болуы мүмкін. Раковинада жуылмаған какао шынаяқтары да болды. Полиция Юн Чолдан оны әйелімен бірге ішпегенін сұрады. Юн Чол мұны бірден жоққа шығарды. Сол кезде полиция қызметкері Юн Чол есіктен өзімен бірге алып келген сөмкесінен бір бөтелке шарап алып шықты. Оның көзінен бірден уайым пайда болды. Полиция қызметкері Чите мұны табиғи түрде байқады. Сондықтан ол бөтелкені тексеру үшін алды. Юн Чол енді бір орында тұра алмады. Ол бұл шарапты әйеліне сатып алғанын айтты. Чите Юн Чолдың бөтелкесін қайтарып алмақ болып, ештеңе айтпады. Бірақ содан кейін Юн Чолдың реакциясын тексеру үшін бөтелкені қайтадан суырып алды. Содан кейін Чите Юн Чолды әдейі тыныштандырып, ұрлаушы кепілге алынған адамды өлтірмейді деп уайымдамауын айтты. Әйелі қайтып келгенше күтіп, бір бөтелке шарапты бірге ішіңіз. Небәрі 3 минуттың ішінде Чите Юн Чолдың қиындыққа тап болғанын білді. Шамасы, Юн Чол мен оның әйелі төсек бөлісіп жатқан көрінеді. Бірақ түн ортасында ол шарап сатып алуға шығып, оны әйелімен бірге ішкісі келетінін айтты. Мұның мағынасы жоқ. Бірақ ол кезде полицияда әлі де нақты дәлелдер болған жоқ. Келесі күні таңертең Юн Чолға хат келді. Оның мазмұны оны қатты қорқытты. Ұрлаушы оны өте қабілетті деп мақтады. Бірақ ол полицияға хабарлауға батылы барды. Бірақ бұл жолдан басқа хатқа Чегенге тиесілі тырнақ бекітілген. Чите Юн Чолдың түрін сабырмен бақылап отырды. Бірақ бәрібір оған бәрі жақсы екенін айтты. Бұл қауіп төнгенімен, ең болмағанда ұрлаушы әлі де мәміле жасағысы келді. Юн Чол қорқып,
одан әрі не істеу керектігін сұрады. Джити Юн Чолдан 5 миллиард вон дайындауға болатынын сұрады. Юн Чол өзінің кітапшасын алып, оның қолында жоқ екенін, бірақ әйелінің кітапшасында бар екенін айтты. Осындай жинақ ақшасымен Джигенді салыстырмалы түрде ауқатты әйел деп санауға болады. Бұл полиция қызметкері Джитиді одан сайын күдіктендірді. Сондықтан полиция көршілерінен ерлі зайыптылардың жағдайын көруді сұрады. Көршілер шошып кетті. Өйткені олар күнде таңертең ерлі зайыптылардың өте сүйіспеншілікке толы болып көрінетінін көрді. Бірақ кейін күйеуінің жиіркенішпен аузын сүртіп жатқанын көрді. Қызық көршісі бұл туралы Джигенге айтты. Күтпеген жерден оның мүлде ашуланбағаны белгілі болды. Керісінше, Джиген күйеуінің қарым-қатынасы бар екенін білді. Юн Чол кафеге келгенде, Сон Ми оны құттықтау үшін бірден бір стақан шампан алып келді. Юн Чол оған қуануды да, уайымдауды да білмеді. Сон Ми оған сабырлы болуды бұйырды. Тіпті Джиген аман есен оралса да, оның қолында әлі де сол бөтелке шарап қалады. Сол кезде Сон Ми шыдамы таусылып, сол бақыт сезімінен ләззат алып, бірден Юн Чолдың құшағына кірді. Алайда, екеуі де Джигенді ұрлау туралы ақпараттың интернетте тез пайда болғанын білмеді. Кейбір адамдар тіпті Юн Чолдың әйелімен көптен бері ажырасқысы келетінін айтты. Ол сырттай сыпайы және талғампаз болып көрінді. Бірақ шын мәнінде оның жаңа ғашығы бар еді. Осы уақытқа дейін бұл ұрлаудың шын немесе жалған екенін анықтау қиын болды. Осыдан кейін Юн Чол қиындықтарға тап болды. Өйткені ол ең көп ізденетін кейіпкерге айналды. Осы кезде көршісі де Юн Чолдың көшеде сүйіктісі бар екенін растау үшін орнынан тұрды. Бұл ғашықтың кім екені анықталмаса да, бұл Сон Миді қатты алаңдатуға жеткілікті болды. Ол ашуланып, Юн Чолды немқұрайлылығы үшін сөгіп, егер оның жеке басы анықталса, оның жоғалуы одан да көп болатынын ескертті. Ол Юн Чолдың сол бөтелке шарапқа не салғанын жақсы білетіндіктен, Сон Ми Юн Чолдан шарап бөтелкесінің қазір қайда екенін сұрады. Сон Ми бір бөтелке шараптың әлі үйде екенін білгенде, Юн Чолды ақымақтығы үшін тікелей сөгіп тастады. Ол оны әлі күнге дейін бір бөтелке шарапты өзімен бірге ұстағаны үшін ұрсады. Юн Чол жазықсыз Джигеннің оған сусын беру үшін оралуын күтуін өтінді. Мұны естіген Сонг Ми өзін мүлдем дәрменсіз сезінді. Ол бірден телефонға бұл кісі өлтіру әрекеті деп айқайлады. Мұны естіген Юн Чол қатты үрейленді. Ол бір бөтелке шарапты жуынатын бөлмеге апарып, айғақтарды асығыс жойды. Бірақ ол бұл кезде полиция қызметкері Джити тергеу үшін келгенін білмеді. Сол кезде Юн Чол шараптың көп бөлігін бөтелкеден төгіп тастады. Ол осылайша із қалмайды деп ойлады. Алайда, қанша сақ болса да, қателіктер әлі де болады. Юн Чолға бір бөтелке шарапты аяқтау өте қиын болды. Сол кезде оның үйіне полиция оны іздеп келді. Полицияның айтуынша, біреу оның уды шарапқа араластырғанын айтқан. Сондықтан олар оның үйіндегі барлық шарапты талдауға апарғысы келген. Юн Чол қатты толқығандықтан, ол арнайы шарап бөтелкесін жасыруды жоспарлаған. Бірақ кенет сыртта аяқ дыбысы естіліп, үрейленіп, шарап бөтелкесін шкафтың астына тез тығып қойды. Бірақ Юн Чол шарап бөтелкесінің баяу шығып кетуін күтпеген еді. Бұл Юн Чолдың басын айналдырып, қатты қорқып кеткенін сезді. Полиция қызметкерлерінің сенімсіз көзқарастарын көрген, Юн Чол өзін сабырлы етіп көрсетуге тырысып, бөтелкені көтерді. Ол сондай-ақ бұл бөтелкенің қайдан шыққанын білгісі келгенде кейіп танытты. Джити оны сүрту үшін қағазды суырып алды. Сосын шарап бөтелкесін қойды. Алайда Юн Чол бір бөтелке шарапты жібергісі келмейтін сияқты. Бұл полиция қызметкері Джитидің бір бөтелке шарапта бірдеңе дұрыс емес екеніне сенімін одан әрі арттырды. Бірақ шарапты тексеру туралы есеп жарияланғанға дейін олар Юн Чолдың көлігінің жүксалғышынан Юн Чолдың әйелінің қанының іздерін тапты. Әйгілі болжам бойынша, әйелін ұрлау Юн Чолмен тығыз байланысты болды. Сондықтан полиция оны дереу тұтқындады. Бірақ ол өзінің кінәсіз екенін қатты айқайлай берді. Оның ештеңе істемегені көрініп тұрды. Бірақ полиция оны неге тұтқындағысы келді? Сол кезде Юн Чол ұрлаушыдан хат алған. Бұл жолы оның қолында тек флеш-диск болды. Флеш-дискінің ішінде байланған әйелі бар көрініс болды. Ол да Джигеннің жоғалып кетуінің Юн Чолға еш қатысы жоқ екенін растады. Әйелін тез арада сатып алу үшін Юн Чол бірден 5 миллиард вон дайындады. Полиция оған тыңдау құрылғысын орнатқан. Содан кейін Юн Чол мәміле жасалған жерді табу үшін ұрлаушылар көрсеткен мекен-жайға барды. Кенет қоңырау соғылды. Ол бұл телефон деп ойлады. Бірақ төмен қараса, оның жай ғана оятқыш екенін көрді. Сондай-ақ, сағатта транзакция жасау үшін 30 минуттан кейін бейсбол алаңына келуін сұрайтын кішкене қағаз бар еді. Юн Чол бейсбол алаңына ақша сөмкесімен жүгіріп бара жатқанда, ол тағы да дабыл қоңырауын естіді. Оны шешіп алған соң, ішінен жаңа тапсырыс тауып алды. Сондықтан Юн Чол бір қап ақша алып келесі жерге жүгірді. Ол өзен жағасына жеткенде, оған қарай ұшып бара жатқан дронды көрді. Қағазда Юн Чолдан бір қап ақшаны торға салуды сұраған. Содан кейін ол бір қап ақшаны сол жерге қойды. Содан кейін полицияның нұсқауы бойынша бақылау құрылғысын қосты. Полиция, егер олар дронды мұқият бақылап отырса, айғақтарды тауып,
ұрлаушыны ұстай аламыз деп ойлады. Алайда олар қылмыскердің бұл идеяны болжап қойғанын білмеді. Ақырында ұшқышсыз ұшақ белгілі бір аумаққа қонды. Бір сәттен кейін қайыршының киімін киген ағасы оған ақырын жақындады. Ол сөмкесін алуға жақындағалы жатқанда полиция дереу шара қолданды. Олар ағасын тез тыныштандырды. Бірақ бір қызығы, сөмкедегі 5 миллиард доллар қоқыс үйіндісіне айналды. Полиция қызметкерінің инстинкті Читиге бұл адам Юн Чолдың қиындыққа тап болғанын айтты. Бұл кісі полицияны осылай алдауға батылы барды. Чити енді эмоциясын басқара алмады. Чити Юн Чолдың мойнынан ұстап, әйелінің ақшасын ұрлағың келеме деп сұрады. Бірақ Юн Чол ұрлаушының қалдырған жазбасын сабырмен алып, полицияға берді. Жазбада 5 миллиард вонды қоқыс жәшігіне тастап, содан кейін сөмкені ауыстыру туралы өтініш жазылған. Ол бұл туралы полицияға ешбір жағдайда хабарлай алмады. Осының бәрінен кейін әйелі бүгін кешке үйіне тірі қайтады. Полиция Юн Чолға сену керек пе, жоқ па, білмеді. Өйткені бір бөтелке шарапты сынау туралы есеп әлі қол жетімді емес еді. Бірақ Юн Чол түннің бір уағына дейін күтті және әйелін ешқашан көрмеді. Сондықтан ол отырды да олардың үйлену тойындағы видеосын қайта көрді. Ол кенет өзін кінәлі сезінді. Осыдан кейін ол мұның психологиялық қысымға ұшырағанын немесе болмағанын білмеді. Бірақ Юн Чол бұл дүниеден кетуге шешім қабылдады. Бақытымызға орай, полиция оны өлімнен құтқару үшін жеткілікті жылдам болды. Сол кезде полиция оның әйелін өзен жағасынан тауып алған. Бірақ ең таңғаларлығы, оның күлгені және бұл күлкісі адамдарды қатты шатастырды. Че Кун оның қолына ине шаншып, қан ала бастады. Ол 200 мл қабылдағаннан кейін оны еденге төгіп тастады. Содан кейін ол екі қолымен айналасындағы барлық нәрсені үздіксіз сыпырып алды. Бірақ бұл жерде оның қолғап кигенін атап өткен жөн. Содан кейін Чекен қолғабын шешіп, екі қолымен қан бассейнінің үстінен ұзын сонар сызық сызды. Содан кейін Чекен аяғынан 5 см үлкен аяқ киімін киіп, қан бассейніне кірді. Бірнеше ота жасатқаннан кейін Чеген қара киімін ауыстырып, сенімді түрде үйінен шығып кетті. Бірақ ол алысқа бармай, бақтың бір бұрышына тығылды. Джеген тұзақ құрғысы келмеді. Бірақ оның күйеуі шынымен де тым табанды болды. Жақында оның ата-анасы қайтыс болды. Ол бірден Юн Чолдың жұмысынан оралған сайын оның киімінен иісі шығатынын байқады. Сондықтан ол күйеуі туралы жасырын түрде анықтама берді. Ақырында ол көмекшісімен өте жақын қарым-қатынаста болғанын білді. Олардың қарым-қатынасының қаншалықты дамығанын білу үшін Чеген күйеуінің терең ұйқысын пайдаланып, телефонын алып, оның құлпын саусақ ізімен ашты. Чекен олардың 1 сағат бұрын әлі де көңілді сөйлесіп жатқанын білді. Бірақ оның ішіндегі нәрсе оның қиялынан да асып түсті. Ол Юн Чолды кәдімгі романтика деп ойлады. Күтпеген жерден олар оның қайтыс болған ата-анасы туралы да айтты. Және олардың арасындағы хат-хабарларда Чекеннің ата-анасын қорлайтын сөздер болды. Оның үстіне олар оның көп еңбекпен жинаған ақшасын да алуды жоспарлаған. Мұны оқығаннан кейін Чекен шошып та, ашуланды да. Ол күйеуінің мұндай қатыгез болады деп күтпеген. Чекен бір кездері ата-анасының қарсылығын елемей Юн Чолға үйленді. Ата-анасы барлық мүлкін сыйға тартамыз деп қорқытса да, Джарденге ештеңе қалдырмаса да, ол 1 секундқа да тартынбады. Өйткені Кен Юн Чол оның бай қыз мәртебесін бағаламайды, бірақ оны шынымен жақсы көреді деп сенді. Өйткені олар ғашық болып, үйленген сәттен бастап, олар әрқашан өте бақытты болды. Юн Чолдың өз мансабын құруы үшін Чеген кофеханаға ақша салды. Бұл оның кәсіпкерлік жолының бастамасы болды. Мен бәрі оң бағытта дамып жатыр деп ойладым. Күтпеген жерден олар өршіл көмекшіні жалдады. Сол кезде Юн Чол махаббаттан соқыр болып қалды. Ол тіпті Чегенді өлтіргісі келді. Осыдан кейін Чеген ештеңе болмағандай кейіп танытты. Ол күйеуін жұмысқа шығарып салғанда, ол бірден әрекет ете бастады. Чекен күйеуінің әмиянынан Сонг Ми картасын тауып алған. Содан кейін ол жасырын түрде Сонг Мидің үйіне кіріп кетті. Ол лас төсекпен екеуінің бірге түскен суретін көргенде Чекен қатты ашуланды, бірақ бәрібір жұмысын жалғастыруға мәжбүр болды. Ол үстел үстіндегі дабылды байқап қалды да, оны тез шешіп алып, ішіне дайындаған қатені орнатты. Содан кейін ол да сол қатені үйіндегі ажыратқышқа орнатты. Соның арқасында ол күйеуінің үйінде не істеп жатқанын анық білді. Және Сонг Миде бұл оның үйі. Әрине, түнде Сонг Мидің үйіндегі қатенің арқасында Чеген екеуінің оны жасырын түрде өлтіру үшін қандай да бір уды қолданғысы келетінін білді. Чеген олардың жоспары туралы естігенде қатты ашуланды. Сол кезде олардың тынысы тарылған дыбыс естілді. Мұны естіген Чеген бұл жұпты бірден өлтіргісі келді. Бірақ олар ғашық болып жатқанда, олар да оның сүйікті шарабына у қосуды жоспарлаған деп күтпеген. Осы кезде Чеген енді кек алу туралы ойларын басқара алмады. Бұл шарап мәңгілік махаббат деп аталды. Бұл да болды. Өйткені олар әлі де бір-біріне ғашық болған кезде, олар бұл шарапты ішкеннен кейін, бұл олардың махаббатының ешқашан өзгермейтінін білдіреді деп ант. Олар тіпті сүйіспеншіліктерін мойындап, саусақ іздерін қағазға түсіру үшін шарапты пайдаланды. Ол күйеуінің бұл шарапты оны улау үшін пайдаланғысы келетінін күтпеген. Егер олар Чекеннің өлгенін қаласа,
ол олардың көзінше өледі. Юн Чолдың пікірінше, Чекеннің өмірі өте жұмсақ болған. Үй жинаудан басқа күн сайын ол тек йогамен айналысатын. Бірақ ол әйелін бағаламады. Күйеуі кетіп бара жатқанда, Джекин бірден орнынан тұрып, таэквондомен айналысу үшін басқа жерге кетті. Өйткені ол бұл нәрсенің өзіне пайдалы болатынын білген. Чекеннің күйеуі мен оның қожайыны Чегенді өлтіру үшін күш біріктірді. Егер ол сағатында тыңдау құрылғысын орнатпаса, ол қалай өлгенін де білмес еді. Осының арқасында Чекен күйеуінен бұрын әрекет ете алды. Юн Чол үйге келгенде еденнен үлкен қан бассейнін тапты. Бір сыныпта ол оның реакциясын тексергісі келді. Әрине, ол қатты уайымдады. Бұл Чекенді күйеуінің оған деген сезімі әлі де бар деп ойлады. Бірақ ол ұрлаушының полицияға хабарласпауды өтінген жазбасын тапқанда, ол жымиды. Джекеннің жүрегі қатты ауырды, себебі күйеуі полиция шақыруға асықты. Сол кезде ол кек алуды шешті. Күйеуінің қылығына байланысты Джекенге деген өшпенділік одан сайын арта түсті. Джекен қолғабын шешіп, аузына тығып, қолына тістеуік ұстап, ауырсынуға шыдап, бір тырнағын жұлып алмақ болды. Ақырында ол күйеуінің денесіне қан тамызып жіберді. Ол Юн Чолдың тырнағын жібергеннен кейін Джеген күйеуінің өкінген сөздерін тыңдау арқылы естіді. Бірақ ол ақшаны өмірі сияқты жақсы көретін. Ол ақша мен Чедженнің арасынан не таңдар еді? Чеген оны ұрлап әкеткен адамның зомбылық көрсеткенін видеоға түсіріп алған. Ол Юн Чолдан төлем үшін 5 миллиард вон әкелуін өтінді. Юн Чолдың осылай азап шеккенін көріп, Джегеннің ашуы айтарлықтай басылды. Бірақ Юн Чолдың мазасыз жүзіне бір көзқарас оның өмірін 5 миллиард воннан астам бағалайтынын дәлелдеу үшін жеткілікті болды. Ол қоқыс жәшігінен төлем ақшасын алып шыққаннан кейін, Чекен бұл істі тоқтататын кез келгенін түсінді. Бірақ соңында Чекен жасырын түрде күйеуін шарапқа құйды деп айыптады. Чекеннің мақсаты күйеуі мен Сонг Мидің арасын жікке бөлу болды. Осылайша Юн Чолды өзіне қайта оралуға мәжбүр етті. Чекен қазірдің өзінде жасырын түрде уланған шарап бөтелкесін ауыстырып қойған. Чекеннің соңғы қадамы өзін өзен жағасынан табылғандай етіп көрсету болды. Сонда ол өзінің лайықты орнына қайта оралуы мүмкін еді. Бірақ Чекенде күйеуі екеуінің арасындағы махаббат қайта оралама деп бәс тіккен. Юн Чол бөлмеге кірген бойда оны жұбату үшін бірден жүгірді. Оның көзінен мұның жалған емес екені көрініп тұрды. Юн Чол Джекеннің аман есен жүргеніне қатты қуанды. Джекен бұл жолы оның дұрыс ставка жасағанын білді. Оның армандаған махаббаты қайта оралды. Бірақ полициямен іс біткен жоқ. Өйткені ұрлаушы ешқашан қолға түскен емес. Чекен бүкіл процесте оның беті жабылғанын, сондықтан қылмыскердің кім екенін көре алмайтынын айтты. Полицияның күйеуіне деген күдігі сейілгенімен, Чите әлі күнге дейін Юн Чолға бір бөтелке шарапты талдау нәтижелері әлі жарияланбағанын еске салды. Юн Чол мұны естігенде қатты толқығаны анық. Кенеттен оған бағынышты Чите Хен Ву жүгіріп келіп, шарап бөтелкесінде удың жоқтығын айтты. Юн Чол қатты таңғалды. Оның өзі уды шарап бөтелкесіне салғаны анық болды. Бірақ бәріне қарамастан, ол өзінің барлық қылмыстарынан өзін толығымен тазартты. Бұл сезім керемет болды. Бірақ Юн Чол Читедің оның қуанышты жүзін көргенін білмеді. Бұл Читеді Юн Чол шарапты улады деген оймен одан әрі нығайтты. Сондықтан Чите шағым түсіргеннен кейін Сонг Миге жүгінді. Чите Сонг Мидің айласы сәтті болды деген түбіртекті алып шыққанда, ол ақтауды дайындап қойған. Сонымен бұл тағамда қолданылатын қарапайым ингредиент екенін айтты. Чите ақымақ емес еді. Ол басқа ингредиенттермен біріктірілгенде, бұл ингредиент ят айналуы мүмкін екенін білді. Чите Сонмиден оны басқа ешкімге бермегеніне сенімді ме деп сұрады. Сонми өтірік айтты және оны өзі қолданғанын айтты. Содан кейін Чите бір бөтелке шараптың токсиндерге тексерілмегені таңқаларлық емес екенін айтты. Және дәл осы жаңалық Сонмиді Юн Чолдың оған опасыздық жасады деп күдіктенуіне себеп болды. Юн Чол бастапқы жоспар бойынша Чегенді улаған жоқ. Сонми ерлі зайыптылардың сол сәтте қатты қуанғанын білмеді. Юн Чол әйеліне жақсы қарады. Ол тіпті түн ортасында кетуге шыдамайтын болды. Ол оған өте мұқият қарады. Күтпеген жерден келесі күні жездесі Чан Бао Юн Чолды іздеп келді. Жездесі Юн Чолды жездесі айтқан бір ғана сөйлеммен бірден оятып жіберді. Юн Чол 10 жыл тұрған үйде Чан Бао ауытқуларды анықтау үшін бір ғана детекторды пайдаланды. Юн Чол сұрақ қойған бойда жездесі оған бірден үндемеу туралы белгі берді. Содан кейін Чан Бао Юн Чолды сөйлесу үшін шетке итеріп жіберді. Бірақ Юн Чол қайын ағасының көлігінде бірдеңе дұрыс емес болуы керек деп ойлады. Бірақ жездесі Юн Чолға үндемей, айтқанын істе деді. Жездесі Чол сәл күдіктенсе де, жездесінің сөзін орындап, бөлмеден үнсіз шығып кетті. Юн Чол бұл бөлмеде бірдеңе жасырылған болуы мүмкін деп сенбеді. Чекюнді ұрлаудан құтқарды деген хабар кейбір газеттердің назарын бірден аударды. Бұл жолы Чекюн аман есен орала алды. Сондықтан Чан мен Чун Чол әрқашан оларға қамқорлық жасағандарға алғыс айту үшін тағзым етті. Бірақ әйелінің жүзіндегі жайбарақат күлкіні ешкім байқамады. Сонымен теледидардан ерлі зайыптылардың бірге бақытты болған көрінісін көргенде, ол қатты ашуланды. Осы кезде Сонми Юн Чолды шапалақпен ұрғысы келді. Кенет Сонми жерден телефон тыңдайтын құрылғыны тауып алды. Сонг Мидже
Геннің жайбарақат жүзіне қарау үшін бұрылғанда, сонымен Чжэ Кеннің мүлде қарапайым емес екенін түсінді. Осы уақыт ішінде дұрыс өмір жолына қайта оралғандай көрінетін ерлі зайыптылардың санасында шын мәнінде өз есептеулері болды. Юн Чол әлі де әйеліне әдеттегідей қамқорлық жасады. Ал Чжэ Кен күйеуінің денесінде тұншығу ізін көргенде қатты ренжіді. Мойнын созып, орнынан тұрды. Юн Чол оның қайтып келмейтінінен қорқатынын айтты. Сондықтан ол бұл дүниеден кеткісі келді. Чжэ Кен күйеуінің ол үшін бұлай жасайды деп күтпеген. Бірақ шын мәнінде Юн Чол ренжігендіктен оның басқа амалы қалмады. Чжэ Кен болашақта олар бір-бірін одан да жоғары бағалау керек деді. Чжэ Кен төсекте жатып, дәл қазір өзін өте бақытты сезінді. Осы кезде Чжэ Кен кенеттен телефон тұтқасын өшіретін кез келгенін есіне алды. Содан кейін ол бұрағышты суырып алды да, күйеуі душ қабылдап жатқанда үйдегі қосқышты бұрап алды. Содан кейін ол жарық шығаратын бірдеңені суырып алды. Бірақ Чжэ Кен күйеуінің душ қабылдамағанын білмеді. Оның орнына ол оның қимылдарын жасырын бақылап отырды. Және, әрине, жездесі дұрыс болжады. Үйде шынымен де тыңдау құрылғысы орнатылған, бірақ Юн Чол әйелін бірден әшкерелеген жоқ. Өйткені ол Чжэ Кеннің тағы неден жасырынып жатқаны туралы ойлауға батылы бармады. Күтпеген жерден Чжэ Кен оған тыңдау құрылғысын берді. Ол оның не екенін сұрады. Чжэ Кен розетканың дұрыс емес жерде тұрғанын көргенін және оны орнатып жатқанда ол осы затты тауып алғанын айтты. Юн Чол оны көтергеннен кейін оны кім орнатқанына да таңғалды. Бірақ Чжэ Кен қатты қорқып кетті. Өйткені ұрлаушы әлі қолға түспеген. Осы кезде Юн Чол әйеліне сенетінін немесе оны жұбатқандай кейіп танытатынын білмеді. Шын мәнінде Юн Чол ақымақ емес еді. Кәдімгі үйде қате қайдан пайда болуы мүмкін. Ол әйелінен күдіктенбей тұра алмады. Сондықтан ол бұрылып үйіне қайтты. Бірақ ол алдыңғы есіктен кірмей, ішке кіріп кетті. Ол әйелінің күн сайынғыдай өте қызықсыз өмір сүріп жатқанын көрді. Юн Чол Чжэ Кеннің осыдан кейін йога студиясына баратынын білген. Әрине, оның болжамы өте жақсы әйелін көргенде расталды. Ол кафеге алғаш келгенде көлік тұраққа қойылмай тұрып, Сонг Ми есікті ашып, ішке кірді. Ол телефон тұтқасын алып, оны жалға алып жатқан пәтерінен тапқанын айтты. Шараптан улану мәселесіне келетін болсақ, бұл туралы екеуінен басқа ешкім білмеді. Ол Юн Чолға неге бұл туралы біреу хабарлағанын ойлануды айтты. Жалғыз себеп кек алу болуы мүмкін. Ал Юн Чолдан кек алғысы келетін жалғыз адам Чжэ Кен болды. Бірақ Юн Чол оның әйелі емес екеніне сенімді болды. Сонг Ми Юн Чолдың оған сенуден бас тартқанын көріп, өзін Юн Чолдың құшағына тастады. Алайда, бұл жолы Юн Чол оны итеріп жіберді. Өйткені оның басында хаос болды. Ол бұрын Сон Мидің сөзін жоққа шығарғанымен, оның сөздері оны әйелін түсінуге итермеледі. Бірақ бұл тергеу Юн Чолды қатты өкіндірді. Чжэ Кен жуынатын бөлмеде душ қабылдап жатқан. Юн Чол сыртта тұрып, одан тездетуін өтінгендей кейіп танытты. Ол жай ғана әйелінің сыртқа шығуына қанша уақыт кететінін білгісі келді. Ол бұл уақытты айғақтарды іздеуге жұмсады. Өйткені полиция әлі де ұрлаушыны таппады. Ал өлтіруші 5 миллиард долларды алып кетті. Сондықтан олар дрон сатып алған адамның тұрған жерін іздей бастады. Ақырында олар Юн Чолдың әйелінің Ю Мин есімді жанкүйерін тапты. Ол сондай-ақ Чжэ Кенге бағынышты болды. Ю Мин бір кездері ол үшін шетелде білім алу мүмкіндігінен бас тартып, сурет салуды шешті. Полиция қорытындысына сәйкес, Ю Мин ұрлаушы болуы мүмкін. Бірақ ең қызығы, ақшаны алған адам Ю Мин емес, оның сыбайласы болуы мүмкін. Юн Чхол әйелі мен оның сыбайластарының қақпанға түсіп жатқан көрінісін ойша елестеткен. Олар бірге қылмыс болған жерді жасады. Бір адам едендегі қанды сүртуге жауапты болса, Ю Мин қылмыс орнында із қалдыру үшін аяқ киімін киюге жауапты болды. Екеуінің арасындағы Юн Чхол елестеткен интимді көрініс оны қатты ыңғайсыз сезінді. Бірақ Юн Чхол қиялын аяқтамай тұрып, полиция одан уланған шарап бөтелкесін неге лақтырып жібергені туралы сұрады. Юн Чхол оған шынымен де у қоспағанын айтқанымен, полиция оның бақытты жүзіне бір қарау шараппен бірге мәселенің бар екенін дәлелдеу үшін жеткілікті екенін айтты. Бірақ Юн Чол әйелінің қайтып келгеніне қуанышты екенін түсіндіре берді. Алайда полиция оған тым ерте қуанбауды ескертті. Өйткені ол уланған шарап бөтелкесінің қайда екенін де білмеген шығар. Бұл фраза Юн Чолды шынымен оятты. Ол қорқып кетті. Сондықтан ол үйге келе салысымен асығыс айғақ іздей бастады. Бақылау камерасы ақшаны алған адамның бетін түсіре алмаса да, ол қара пальто стиліне сенімді бола алды. Сондықтан Юн Чол әйелінің шкафынан пальто іздеп көрді. Бірақ көп ізденістен кейін ол оны ешқашан таба алмады. Әйелі оны таппау үшін ол бүгін кешке тергеуді жалғастыра алмады. Бірақ келесі күні таңертең Сонг Ми клиентке тап болды. Клиент әкелген тәрелкеден жағымсыз иіс шығып жатқанына шағымданып, тағы бір табақ әкелуін өтінді. Юн Чол ұялып, тек басын тырнап алды. Сон Ми бұл клиенттің басқа мақсаты бар екенін біліп, бұрылып, ештеңе айтпастан кетіп қалды. Күтпеген жерден бұл әйел оны мазақтай бастады. Бұл әйел Сон Мидің иісі өте жағымсыз екенін айтты.
Ол клиентке қызмет көрсетер алдында душ қабылдауды білмеді ме? Юн Чол оған үндемеу үшін белгі берді. Сонымен берілмеді. Сонымен менің бастығымның өте таза екенін айтты. Сондықтан ол сізге қызмет етсін. Бірақ сонымен бұл әйелдің Юн Чолдың биологиялық әпкесі екенін білмеді. Бұл кезде сонымен қатты ашуланды. Ол Юн Чолдың да еркек болуға лайық екенін айтты. Юн Чолдың соншалықты қорланғанына қарамастан, ол әлі де басын төмен салып, ештеңе айтуға батылы бармады. Сон Ми ашуланып заттарын жинап, кетуге дайындалды. Күтпеген жерден аспаз Сун Миге артқы есіктен шыққаны дұрыс екенін еске салды. Сун Ми аспазшыдан бастық келе ме деп сұрады. Осы кезде Юн Чол әйелін көшеде көріп, қатты қорқып кетті. Осы кезде Сон Ми де Дже Генді қарсы алу үшін ас үйден шығып кетті. Ен Чол тіпті бір орында тұра алмады. Ол Сун Мидің неге бұлай әрекет еткенін түсіне алмады. Сон Мидің біраз шаруасы бар екенін және оның туған қаласына оралуы керек екенін білген Чеген бастық ретінде оны жіберуге бірден келісті. Чеген Сон Миге сабыр сақтап, үйіне қайтуын айтты. Бұл жұп дүкенге қамқорлық жасады. Бір қарағанда олар бір-бірін мақтай берді. Олардың бірі Чегеннің арқасында дүкеннің жұмысы жақсарып келе жатқанын айтты. Бұл сөйлемде Чегенді ұрлау жақсы нәрсе екені айтылған. Бірақ Чеген берілмеді. Чеген Сон Мидің құлағына еңкейіп, оған 5 сөз айтты. Сәттілік үшін рахмет. Мұны естігенде Сон Мидің жүзі кенет өзгеріп кетті. Содан кейін Чеген киім ауыстыратын бөлмеге барып, Сон Мидің аты жазылған төсбелгіні алып шықты. Ол оны екіге бөліп, қоқыс жәшігіне тастады. Содан кейін ерлі зайыптылар дүкенде тұрып, ыдыс-аяқты қалай жуу керектігі туралы дауласып жатты. Бұл көріністе Юн Чол әйелін жақсы көретін адамға ұқсады. Сон Ми есіктің сыртында тұрып, мұны көріп қатты ашуланды. Бірақ уайымдаған күйеуі әйелін одан сайын түсіне алмағандай болды. Кенет Юн Чол әйелінің көзқарасының соңынан еріп, Сон Мидің ашулы түрін көрді. Джекеннің жүзінен жайбарақат күлкі пайда болды. Бұл күлімсіреу Юн Чолды да әйелінің мүлде қарапайым емес екенін сездірді. Түн ортасында ол енді өзін ұстай алмады. Әйелінің қатты ұйықтап жатқанына көз жеткізгеннен кейін ол фонарды алып, шарап бөтелкесіндегі уды табуға тырысты. Бірақ дәл осы сәтте оның артында Чеген пайда болды. Ол Юн Чолдан осы бөтелке шарапты іздеп жүрсіз бе деп сұрады. Сол кезде Юн Чол ақыры түсінді. Чеген оны улап өлтіргісі келетінін бұрыннан білген. Юн Чол Чекеннен оның опасыздығы үшін кек алғысы келетінін сұрады. Чеген еш ойланбастан басын изеді де, оның аянышты түрін көргісі келетінін айтып, мойындады. Юн Чол күліп, Чекеннің неге сонша қатыгез болғанын сұрады. Чеген бұл туралы естігенде аң-таң болды. Ол одан, сен қатыгез емессің бе деп сұрады. Сен тіпті менің ұрланғанымды білгенде күлдің. Юн Чол ақыры бұл ұрлаудың толығымен әйелінің ісі екенін түсінді. Юн Чол алдында тұрған әйелінің иесінен танып қалғанын сезіп, тіпті полиция шақырамын деп қорқытты. Чеген оған бұл бөтелке шарапқа не қатысы бар екенін білетін шығар деп еске салды. Юн Чол әйелі оны жай ғана тексеріп жатыр деп ойлады. Сондықтан ол оны мойындаудан бас тартты. Оның айтуынша, полиция шарап бөтелкесін тексерген, бірақ ешқандай у таппаған. Чеген одан қызық болмаса, қайта қоңырау шалуын өтінді. Оның оған у қосқаны көрініп тұрды, бірақ оның тексерілмеуі мүмкін емес еді. Чеген оған бір бөтелке шарапты ауыстыруға көмектескенін айтты. Олардың ерлі зайыптылар ретіндегі қарым-қатынасына байланысты Чеген Ен Чолдың түрмеге түскенін қаламады. Ол Ен Чолдың қателіктерін кешіріп, оның барлық іздерін өшірді. Бірақ ол оны осы бөтелке шараппен улап өлтіргісі келді ме? Джекін бөтелкені дәрігерге беру керек пе деп сұрады. Джекін сөйлеп болған соң, Юн Чол ашуланып, алға ұмтылып, шарап бөтелкесін алды. Ол олардың әлі де баспалдақта тұрғанына мүлде мән бермеді. Бақытымызға орай, Чеген бұрын айналысқан таеквондо ойынына енді. Чеген күйеуінің мойнынан ұстады. Бірақ екеуі де тым көп күш жұмсағандықтан олар баспалдақтан бірге домалап кетті. Бірақ Юн Чол бәрібір бір бөтелке шарап алуды ұмытпады. Ол дәлелдемелерді жойып жібермекші болды. Джекін күліп, өзінің тым аңғал екенін айтты. Ол қалайша өзімен бірге осындай маңызды дәлелді ала алады. Юн Чулге Джекүйінді табу үшін қажет шарап бөтелкесі баяғыда жасырылған. Джекүйін бұл құпияны сақтап, бірге бақытты өмір сүруді ұсынды. Юн Чол Джекүйінді жынды деп сөгіп тастады. Ол ондай адаммен тұрмайтынын айтты. Бірақ Чеген сабырлы түрде Юн Чул оны одан сайын жақсы көретінін айтты. Дәл осы сәтте күйеуі қорқып кеткенде, оның телефоны кенет шырылдады. Түстен кейін полиция Юмин галереясына адам ұрлауға қатысты кейбір мән-жайларды тергеу үшін барды, бірақ бөлмеде ешкім жоқ екенін анықтады. Олар Юминнің қорқыныштан бұрышта жасырынып үлгергенін білмеді. Полиция Юмин күндіз жеке істері үшін кетіп қалды деп ойлады. Сондықтан олар қайтып оралып, түнде тергеуді жоспарлады. Күтпеген жерден сол түні галерея өртте толығымен өртеніп кетті. Чан Баоның жездесі Юн Чолға бұл туралы хабарлау үшін телефон соқты. Сонымен бірге Юн Миннің үнін өшіру үшін өлтірілді деп күдіктенді. Осындай үлкен өртте Юн Мин өлген болуы керек. Оның сыбайластары шындықты жасыру немесе 5 миллиард вонның барлығын алу үшін бір-бірін өлтірген болуы әбден мүмкін. Юн Чол өрттің шығуына бірден оның әйелі себеп болды деп күдіктенді. Кездейсоқ, дәл осы сәтте Дже Кен бізге 2 стакан шараппен келді. Ол оған бірге жаңа өмірінің басталуын тойлау үшін
стақандарын көтеру белгісін берді. Күйеуінің шошып кеткен түрін көрген Чжэ Кен күлімсіреп, шараптың уланбағанына сенімді болуын айтты. Келесі күні таңертең Юн Чол әдеттегідей әйелінің таңғы ас әкелуін күтіп отырды. Бірақ айдаһар жемісінің шырынының түсін көргенде оның басына бір ой келді. Оның үнін өшіру үшін Ю Мин деген жігітті Чжэ Кен өлтіруі мүмкін емес пе еді? Осыны ойлаған Юн Чол кенет қорқып кетті. Оның енді таңғы ас ішуге күші жетпей қалды. Ол портфелін алып, сыртқа жүгіріп шықты да, аяқ киімін тез киіп алды. Ол бұл жерден тезірек кеткісі келді. Кенет оның алдынан Чжэ Кен шықты. Чжэ Кеннің пайда болуы Юн Чолды қатты қорқытты. Бірақ Чжэ Кеннің алдында Юн Чол әлі де қорықпайтындай кейіп танытуы керек еді. Ол жай ғана етігінің тазалығын тексеріп жатқанын айтты. Әйелі таңғы ас уақыты келді деді. Юн Чолдың мойынсұнушылықпен соңынан еруден басқа амалы қалмады. Есіктен шықпай тұрып, әйелімен бұрынғыдай қоштасуға тура келді. Чжэ Кен оның иығынан ұстап, мойнында аллергия бар жоғын тексерді. Бірақ мені таңғалдырғаны, Юн Чолдың жағдайы жақсы болды. Юн Чол, егер ол бірдеңе жемесе, әдетте жақсы болатынын түсіндіргендей кейіп танытты. Бірақ ол басқа жаққа бұрылған сәтте өзін қатты абдырап қалды. Сондықтан ол көлікке отырғанда, ол әлі де өзін жайсыз сезініп, тағы бір рет тексерді. Бұл жолы оның әйеліне аллергиясы болмағаны анық. Юн Чол Чжэ Кенді оның аллергиясы да қорқытты ма деп ойлады. Осыдан ол әйелі шынымен қорқынышты деген қорытындыға келді. Бірақ ол мұндай нәрсеге шыдай беруі керек пе еді? Сондықтан Юн Чол бастаманы өз қолына алып, шабуыл жасауды шешті. Ол себепсіз қайтыс болған Ю Мин сияқты бола алмады. Содан кейін Юн Чол әйелінің назарын аудару үшін есіктен шығып бара жатқандай кейіп танытты. Әрине, Чжэ Кен басқа киім киіп, сыртқа шығып кетті. Ал Юн Чол оған жайбарақат қарап тұрды. Бірақ Чжэ Кен бұрын-соңды мұндай үлкен сөмкені пайдаланбаған. Мүмкін ол 5 миллиард вонды сақтауға арналған шығар. Содан кейін Юн Чол әйелінің соңынан еріп, оның сөмкесімен қоғамдық дәретханаға бара жатқанын көрді. Ол бірдеңені жіберіп алудан қорқып, көзін жыпылықтатуға батылы бармай, дәретхана бағытына қарады. Күтпеген жерден Чжэ Кен басқа киім ауыстырып, сыртқа шықты. Сондықтан Юн Чол әйеліне бірдеңе дұрыс емес екеніне сенімді болды. Ол әйелінің соңынан еріп, оның кофе дәндері дүкеніне кіріп бара жатқанын көрді. Бұл Юн Чолды абдырап қалды. Бірақ дәл осы кезде олардың қасына бейсболка киген ер адам келіп, термос қорабын сүйреп келе жатты. Ол кісі Ю Мин болатын. Юн Чол Чжэ Кен Ю Минді өлтіріп жатыр ма, бірақ онымен жұмыс істеп жатыр ма деп ойлады. Юн Чол олардың не айтып жатқанын естімесе де, қораптағы 5 миллиард вонды анық көрді. Сол кезде Юн Чол оның мақсаты 5 миллиард вон екенін анықтай алды. Ю Миннің ақшаны алып жатқанын көрген Юн Чол бірден оның соңынан ерді. Бірақ Ю Мин солға бұрылғанда, Юн Чол оны қуып жету үшін жылдамдықты арттырғалы тұрған еді. Бірақ кездейсоқ Чжэ Кенмен соқтығысып қалды. Чжэ Кен Юн Чолдан мұнда не істеп жүргенін сұрады. Юн Чол үрейленіп, кейбір ингредиенттерді сатып алатынын айтты. Чжэ Кеннің қандай кездейсоқтық, ол да сонда бармақшы болды дегенін естігенде. Содан кейін ол Юн Чолдың иығынан құшақтап, қарама-қарсы бағытта жүрді. Үйге оралғанда Юн Чол әлі де қарым-қатынас жасау ниетінен бас тартудан бас тартты. Ол Сун Миге жүгіріп барып, олар татуласып, бірге 5 миллиард вон алу жоспарын жасау керектігін айтты. Сонымен қатар, Юн Чол Сун Миге Ю Миннің 5 миллиарды бар екенін айтты. Сун Ми мұны естігенде қатты қуанды. Алданған жұп қайта қосылды. Ю Мин 5 миллиард долларлық қорапты тозығы жеткен ескі пансионатқа салды. Чжэ Кен бұл туралы Юн Чолға айтуға сылтау дайындап қойған. Ол оған Ю Миннің 5 миллиарды бар екенін айтты. Юн Чол одан бастама көтеріп, мәселені көтереді деп күтпеген еді. Бірақ Чжэ Кен оған қоқан лоққы көрсеткенін айтты. Ю Мин оны таңдау жасауға мәжбүр етті. Егер Чжэ Кен Ю Миннің соңынан еруді шешсе, ол ақшаны қайтарып береді. Бірақ егер Чжэ Кен күйеуін таңдаса, ақшаны қайтарып аламын деп күтпеңіз. Бірақ Чжэ Кен күйеуін тастап кеткеннен гөрі ақшаны желге лақтырғанды жөн көреді. Бір қарағанда Юн Чол әйелін жұбату қиынға соқты. Бірақ шын мәнінде келесі күні ол Сонг Мимен араздық жасай бастады. Ақырында ол әйелінің не істейтінін білгісі келмеді. Өйткені ол өте қарапайым нәрсені, ақшаны алғысы келді. Сонг Ми сол күні кешке Юн Чолмен кездесу туралы бастама көтеріп, оның 5 миллиард доллар алатынын сенімді түрде айтты. Юн Чол бұған сенбегені анық. Өйткені ол Ю Миннің ізін мүлде жоғалтты. Бір қарағанда Чжэ Кен оны кездейсоқ кездестіргенде кейіп танытты. Бірақ Юн Чол әйелінің 5 миллиард воны Ю Миннің қолында екеніне сенімді болуы мүмкін. Және бұл жігіттің қазір қайда екенін ешкім білмеді. Сондықтан Сун Мидің 5 миллиард вон алуға мүмкіндігі жоқ. Сонг Ми Юн Чолға Чжэ Кен суретке үлгі болған кезде Ю Мин Чжэ Кенге тәнті бола бастағанын ұмытпауды ескертеді. Кескіндеменің бұл тарихы 10 жылдан бері жалғасып келеді. Ю Миннің арт студиясы өртеніп кеткеніне қарамастан, бір қызығы, бұл бөлмеде әлі де бір құпия бөлме бар. Ал бұл бөлменің қабырғасында Чжэ Кеннің портреті ілулі тұрған. Осылайша, Ю Миннің Чжэ Кенге деген сезімі өте терең екені анық болды. Ертең Сонг Ми Юн Чолға бұл сезімдердің қаншалықты терең екенін көрсетеді. Келесі күні дүкенде екеуі жоспарларын жүзеге асыруға кірісті. Юн Чол Чжэ Кенді бақылап, оны фойеде ұстауға жауапты болды. Сонг Ми осы мүмкіндікті пайдаланып, киім ауыстыратын бөлмеге жүгіріп кіріп, ұшақ режимін қосу үшін Чжэ Кен телефонын тауып алды. Содан кейін Сонг Ми Юн Чолға бұл әдіс Ю Минді үрейлендіріп, абайсызда бірдеңе жасауға мәжбүр ететінін айтты. Юн Чол Сонг Мидің не істейтінін білмеді. Сонг Ми бұл жоспардың сәтті болатынын сезгендей болды.
Сондықтан екеуі де өздерін басқара алмай, көлікте жақын араласты. Күтпеген жерден Ю Мин олар күткеннен де ерте келді. Алайда Сонг Ми Ю Минді де тапты. Содан кейін Сон Ми Юн Чолды жоғарыға көтеру үшін белгі берді. Сон Ми үйге кіре салысымен ол бірден еліктіре бастады. Юн Чол таң қалып, Сон Мидің бүгін неге асығыс екенін түсінбеді. Сон Ми Юн Чолға үндемеу үшін белгі берді. Сосын ол оятқышқа қарады. Сонг Ми телефон тұтқасын орнына қойғаны белгілі болды. Сосын ол бір ернімен бізді біреу тыңдап жатқанын айтты. Төменгі қабаттағы Ю Мин ештеңе естімесе де, Чекеннің күйеуі оны тағы да алдап жатқанына сенімді болуы мүмкін. Ю Мин Сон Мидің Чекеннің телефонын ұрлап кеткенін білмей, бірден Чекенге қоңырау шалды. Осы кезде Чекен заттарын жинап, кетуге дайындалу үшін киім ауыстыратын бөлмеге оралды. Ең таңғаларлығы, ол телефонын таба алмай қалды. Сондықтан Чекен дүкеннің стационарлық телефонын пайдаланып, өз телефонына қоңырау шалды. Бірақ ешкім жауап бермегенін, және ол қоңырау үні де естілмеді. Әйелдің түйсігі Чекенге бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін айтты. Чекен күйеуіне телефон соғып, оның қайда екенін сұрады. Юн Чол бірден дүкенде екенін айтты. Чекен бірді көргенде біраз таңғалды. Содан кейін телефон нөміріне қарамаса, қайта қоңырау шалуын өтінді. Бұл қаланың дүкен нөмірі еді. Дүкенде жүргенде оны неге көре алмады? Юн Чол өтірік айтып, оның жаңа ғана шыққанын айтты. Чекен оны әшкерелеуді жалғастырмады, және жай ғана Юн Чолға келіп, оны алып кетуін айтты. Сонг Ми кетер алдында Юн Чолға жоспардың жартылай орындалғанын еске салды. Сонг Ми олар тек күтіп, Ю Миннің ары қарай не істейтінін көру керек дегенді білдірді. Олар есік алдына келгенде, Юн Чол тіпті Сонг Миді мақтады. Бірақ ол жақындап келе жатқан қауіптен мүлде бейхабар еді. Ю Мин Чегенге телефон соға алмағандықтан, ол қатты уайымдады. Ю Мин Чегенге Юн Чол сияқты адамды ұстаудың қажеті жоқ екенін айтқаны анық. Сондықтан Ю Мин өз басындағы жоспар туралы ойлана бастады. Ол көліктен бірдеңе тауып алып, кейін басқалардың жоспарын өзгертті. Юн Чол гараждан шыққан бойда жүк салғышының әлі ашық тұрғанын бірден байқады. Ол оны бұрын жауып тастағанын анық есіне алды. Юн Чол келе жатқан қауіптен мүлде бейхабар, көлік істен шыққан болуы керек деп ойлады. Күтпеген шабуыл Юн Чолды әрекет ету мүмкіндігінен айырды. Юн Чол не болып жатқанын түсінбей тұрып, жұмбақ адам оған агрессивті түрде шабуыл жасады. Жұмбақ адам тіпті Юн Чолды ұру үшін қанжар қолданған. Юн Чол қарсы тұруға тырысты, бірақ жұмбақ адам оны өлтіруге бел буған сияқты. Юн Чол қарсылық көрсетуді доғарып кете жаздаған кезде Чекен пайда болып, жұмбақ адамның басынан кілтпен ұрды. Юн Чол қорқып, шегінуді жалғастырды. Чекен жұмбақ адамның Ю Мин екенін көргенде, ол қатты таңғалды. Ю Мин мен Чеген арасындағы жанжалдан кейін Юн Чол Чегенді басынан аяғына дейін ұрлау екеуінің де тұзағы екенін түсінді. Ю Миннің ашуланып кетіп бара жатқанын көрген Юн Чол да жүйкесін жоғалтып, кейіп танытуды қойды. Ол Джекеннен жеткілікті азап шеккенін айтты. Джекен ол оны мәжбүрлегендіктен осылай болды деп жауап берді. Ол оны өлтіру үшін уланған шарапты пайдаланғысы келмеді ме? Юн Чол кейіп танытуды қойды. Ол оның өлгенін қалайтынын ашық айтты. Джекен жылап жіберді де, ол оны көру үшін өлмегенін айтты ма? Бірақ ол оны құтқару үшін осы 5 миллиардты жұмсады. Юн Чол Джекеннен оның нақты не істеп жатқанын сұрады ма? Джекен бар болғаны 3 сөз айтты. Юн Чол шыдай алмай, естігеннен кейін Чегенді мойынсұнушылықпен тыңдады. Содан кейін ол Сон Миге қоңырау шалу үшін жуынатын бөлмеде отырғанда кейіп танытты. Сонг Миден Юн Чол Ю Миннің қайда екенін білгенін білді. Сонг Ми қатты қуанды, өйткені ол қомақты ақша алмақшы болды. Юн Чол оған абайсызда әрекет етпеу керектігін ескертті. Өйткені Ю Миннің қолында пышақ болған. Сон Ми Юн Чолға 5 миллиард долларды монополияламайтынына сенімді болуын айтты. Жуынатын бөлмеден шыққан соң, Юн Чол әйелінің телефонын жасыратын жер іздей бастады. Кенет бөлмеге Чекен кіріп келді де, оны шошытты да, телефонын тез тостерге салып қойды. Чекен ештеңе байқамағандай кейіп танытты. Ол шын аяқ алуға бара жатқанда, ол телефонды жайбарақат алды. Екеуі де мұны жақсы түсінді, бірақ екеуі де ештеңе айтпады. Телефонын қосқанда, Чекен 50-ден астам қабылданбаған қоңыраулардың бар екенін көрді. Ол Ю Миннің қалдырған хабарламасын естігенде, Чекен біреудің Ю Минге зиян тигізуді жоспарлап отырғанын түсінді. Үйде қонақтар болған кезде, Чекен үнсіз үйден шығып кетті. Ол көлікке отырып, дверден видео түсіріп алды. Содан кейін жасырын жерге кетті. Бірақ Кен оған біреудің артынан қарап тұрғанын мүлде түсінбеді. Өте тез Кен барға қарай беттеді. Олар бір-бірін жақсы білетіні анық. Кен Джин Суға Ю Миннің мұндай үлкен проблема тудырады деп күтпегенін айтты. Джин Су оған Ю Миннің жоспар бұрыннан болжағанын еске салды. Сондықтан қазір оған нүкте қоятын кез келді. Бірақ Чекен соңына дейін табанды болғысы келетінін айтты. Бұл бастамасы ғана еді. Джин Су үстел үстінде жатқан пышаққа қарап, Ю Миннің миссиясының аяқталғанын көрсетті. Содан кейін Чекен Ю Минді іздеуге шығып, олардың орындарына қайту керектігін еске салуға тырысты. Бірақ Ю Мин бәрібір Чекеннің Юн Чолды тастап кетуін қалады. Сондықтан Чекен Ю Миннен оған соңғы бір мәселеде көмектесуін өтінді. Барлық істі аяқтаған соң, Чекен үйіне қайтты. Бірақ ол білмеді,
Мингю есімді көршісі оны осы уақыт бойы бақылап отырды. Бір қызығы, бірнеше жылдан бері өнер көрмелерін өткізбеген қала биыл кенеттен көрме ұйымдастырды. Полиция әрқашан Ю Мин бұл ұрлау ісі бойынша күдікті болды деп күдіктенген. Бастапқыда олар көрмені Ю Миннің тұрған жерін анықтау үшін пайдаланбақ болған. Күтпеген жерден көрмеде әшекейленген Чжи Кеннің портреті пайда болды. Дәл осы кезде өнер галереясында Джин Су да пайда болды. Ол бірден Чжи Кенге телефон соғып, Ю Миннің әлі де өз бетімен әрекет етіп жатқанын айтты. Джин Су Чжи Кенге тез әрекет етуді бұйырды. Екінші жағынан Сонг Ми де әрекет ете бастады. Ол Ю Мин түсіріп жатқан бөлмеге жасырын кіріп, 5 миллиард воны бар қорапты тауып алды. Ол Джин Судың келе жатқанын мүлде білмей, оны итеріп жіберуге тырысты. Сонг Ми шуды естігенде, ол бірден жасырынып қалды. Ол сыртқа қараса, келген адамның Ю Мин емес екенін, келген адамның да пышағы бар екенін көрді. Бұл Сонг Миді қатты қорқытты. Күтпеген жерден Юн Чол дәл осы уақытта оған хабарлама жазды. Дабыл қағылды. Джин Су мұнда біреу бар екенін түсінді. Сонг Ми мұны көргенде қатты қорықты. Бірақ бір қызығы, Джин Су ештеңе естімегендей әрекет етіп кетуге бұрылды. Сонг Ми білмеді. Джин Су кеткеннен кейін ол қарау үшін есікті ақырын ашты. Джин Суды жаңа жоспар туралы ойлауға итермелеген Сонг Мидің белбеуі болды. Осы кезде Юн Чол Сонг Миді төменде күтіп, шыдамы таусылғандай болды. Кенет Сонг Ми есікті ашып, көлікке отырды. Бірақ екеуі де Джин Судың олардың әр қимылын бақылап, оны түсінетінін білмеді. Юн Чол Сонг Миге ашуланып сөгіс берді. Ол жалғыз өзі әрекет етті ме деп ойлады. Өйткені ол 5 миллиард вонды монополиялағысы келді. Бірақ ол сөзін аяқтамай тұрып, Сонг Ми тазалаушы әйелден ұрлап алған нөмірлік картасын алып шықты. Алайда Юн Чол бұл карта оның өкінетінін білмеді. Келесі күні Юн Чол бұдан былай шыдай алмады. Бірінші, ол бетперде киіп, содан кейін өзін өзі қорғау үшін пышақ алды. Содан кейін Юн Чол көліктен түсіп, сыртынан өте сабырлы болып көрінді. Бірақ шын мәнінде ол іштей қатты қобалжыды. Содан кейін ол әдейі баспалдақпен жоғары көтерілді. Бөлмеде ешкім жоқ екеніне көз жеткізген Юн Чол оның картасын пайдаланып, бақытты есігін сәтті ашты. Әрине, Юн Чол бөлмеден өзі іздеген қорапты тауып алды. Бірақ ең таңғаларлығы қораптың құлыпталмағаны болды. Юн Чол қорапты ашты, бірақ ішінде тек кофе дәндері болды. Кофе қорабын көп іздегеннен кейін Юн Чол ақшаның ауыстырылғанын анықтады. Ол іздеген 5 миллиард вонның Дже Кенге тиесілі екенін білмеді. Дже Кен Юн Чолдың оның соңынан еріп келе жатқанын біліп қойған. Сондықтан ол оған әдейі ақшаны көруге рұқсат берді. Дже Кен Юн Чолдың ақша үшін не істей алатынын білгісі келді. Ю Мин ақшаны алып кеткендей болды. Бірақ шын мәнінде олар кофе дәндері дүкенінде болған кезде, олар 5 миллиард вон алып, кофе дәндері салынған дорбаға салып қойды. Содан кейін олар экспресс арқылы Чжи Кенге ақша жіберді. Бұл кезде Чжи Кен қоймада болды, және келесі жылы кофе дәндері салынған жерге бір қап ақша салды. Сонымен бірге Юн Чол әлі де бүкіл бөлмені тінтуді тоқтатқан жоқ. Бірақ ол ештеңе таппай тұрып, кенет сыртта полиция сиренасының улағанын естіді. Сондықтан Юн Чхол бұл жерден тез ғана кете алды. Полиция тез келді. Юн Чхол қорқып, бірден полициядан жасырынып қалды. Бірақ ол жүгірсе де қашып құтыла алмас еді. Өйткені ол кірген бөлме Ю Миннің бөлмесі болатын. Юн Чол Ю Миннің жерде өлі жатқанын көргенде, ол қатты қорқып кетті. Өйткені Ю Миннің қасындағы портрет Чжи Кеннің портреті еді. Юн Чол бөлменің терезесі оның хабарынсыз ашық болады деп күтпестен, бірден басын көтеріп қарады. Юн Чол үрейленіп, оқиға орнынан дереу қашып кетті. Ол көлігіне қарай жүгірді. Ол өзін қазір қауіпсізмін деп ойлады. Бірақ тынышталмай тұрып, мұнда екі полиция қызметкері келді. Бір сыныпта Юн Чол әлі де полицияның бірнеше сұрақтарына жауап беруге тырысуы мүмкін. Бірақ полиция Ю Миннің ғимараттан секіріп кеткенін айтып, Юн Чолдан бұл жерде ерекше біреуді көрдіңіз бе деп сұрағанда, ол тек білмейтінін айтып, полицияны қуып жіберді. Алыс. Кенет полиция қызметкері артына бұрылып, оның неге соншалықты таныс болып көрінетінін сұрады. Бұл адам ұрлау ісі бойынша қозғалған сол күйеуім еді. Юн Чол полицияның бұл адам туралы қателескенінен қорқып жауап берді. Полиция басқа ештеңе айта алмай тұрып, Юн Чол көлікті тез іске қосып кетіп қалды. Дәл осы дүрбелең мен үрейлі әрекеттің салдарынан Юн Чол жағдайды нақты түсіндіре алмады. Осы кезде Дже Кен үйде болған кезде Джан Бао күтпеген жерден оған жақындады. Дже Кен қолындағы хатты тез алып тастады. Содан кейін ол қызығушылықпен оның мұнда неге таңертең ерте келгенін сұрады. Джан Бао ұялшақ кейіп танытып, кофе ішкісі келетінін айтты. Сондықтан ол ерте келді. Дже Кеннің сыпайы түрде Джан Баоға кофе қайнатуға барғанын естігенде, бірақ ол оған мән бермеген соң, ол жаңа ғана оқыған хатын ақтарып алды. Содан кейін ол бұл жай ғана дүкеннен алынған түбіртек екенін білді. Қағаздың жартысы жыртылып, қоқыс жәшігіне тасталды. Бұл Чан Бенге бұл оңай емес екенін түсінді. Қоқыс жәшігіне жақындау үшін ол Дже Кенмен сөйлесіп тұрғандай кейіп таныта бастады. Дже Кен кетуге бұрылғанда, ол тез арада бір жапырақ қағазды алып,
қалтасына салды. Содан кейін ол Джек енді кофенің қаншалықты дәмді екендігі туралы мақтағандай кейіп танытты. Бірақ дәл осы сәтте есік алдына екі полиция қызметкері келіп, Чан Баоны қатты қобалжытты. Чекін болған оқиғаға қызыға бастады. Чекін Ю Миннің өлгенін білгенде ол қатты таңғалды. Бірақ Джити Юн Чолдың қылмыс болған жерге жақын жерде пайда болғанын көргендерін айтты. Чекен Джитиден күйеуінен күдіктеніп тұрғанын сұрады. Чан Бао мұны естіп, Ю Миннің бұл дүниеден кеткенін неге білмейтінін сұрап, әңгімені бірден үзді. Күтпеген жерден Джити мұның саған еш қатысы жоқ деп жауап берді. Джити Чан Бамның енді полиция бөлімінің қызметкері емес екенін айтты. Чан Бам тез арада оның бәрібір олардың отбасының мүшесі болып саналатынын айтты. Бірақ Джити Чан Баммен көп сөйлескісі келмеді. Джити жай ғана Юн Чолдың дүкенге кірмегенін білгісі келді. Осы кезде Хенвудың қарамағындағылар алға шығып, дүкенде Юн Чолды мүлде көрмегенін айтты. Бірақ Юн Чол уайымдап, үрейленіп жатқанда, оның ең бірінші істегені Сонмиге телефон соғып, Ю Миннің қайтыс болғанын хабарлау болды. Ол тез арада Сонмидің үйіне қарай жүгірді. Сонми уайымдап, оның соңынан еріп жүрме деп сұрады. Бірақ ол жауап бермей тұрып, есік алдына полиция келді. Юн Чол шошып кетті. Қайда тығылатынын білмеді. Сонми есікті ақырын ашып, полициядан не болып жатқанын сұрағандай кейіп танытты. Бірақ полиция тінту ордерін дайындап қойған. Сон Ми жауап бермей тұрып, олар бірден ішке кіріп кетті. Юн Чол су құбырынан жерге түсіп үлгерді. Джити терезеге қараған кезде, Юн Чол Джитенің көзіне түсіп, қалмасы үшін дереу брезентпен жабылды. Бақытымызға орай, Джити әдеттен тыс ештеңе байқамады. Юн Чол енді ол жерде қалуға батылы бармады. Ол бірден көлікке жүгірді. Кенет оған біреудің қолы жетіп қалды. Бұл қолдың иесі Чекеннен басқа ешкім емес еді. Ол Юн Чолдан ақымақ па деп сұрады. Ол қамауға алынғанша осылай кетіп қалды. Содан кейін ол Юн Чолға ештеңе болмайтынына көз жеткізу үшін оның соңынан еруді бұйырды. Күтпеген жерден олардың барған жері ерлі зайыптыларға арналған дәмхана болып шықты. Юн Чол Джекеннен оны неге мұнда әкелгенін алаңдап сұрады. Дже Кен Ю Минді не үшін өлтіргенін сұрады. Юн Чол Ю Минді өлтірген Чеген болды деп мәлімдеді. Оның мақсаты оны жақтау болды. Юн Чол Чегеннен оның қазір көңілі толама деп сұрады. Осы кезде Чекен Юн Чолдың ішінен шығып тұрған пышаққа қарады. Содан кейін Чекен орнынан тұрып, қасына отырды да, егер ол оны жақтағысы келсе, бұл өте оңай екенін айтты. Оған саусақ іздері салынған пышақты алып, ішінен ұру керек болды. Ол ақыры полицияның қашан келетінін түсінді. Осы уақыт ішінде Юн Чол міндетті түрде өлтіруші болады. Осы кезде полиция келеді. Джекін мұны өзінің игілігі үшін жасағанын айтты. Егер Юн Чол полиция бөлімшесінде сағат 4-ке дейін тыныш отырса, ол аман есен оралады. Ол Чегенге сенбесе де, қазіргі уақытта Юн Чолдың қолынан басқа ештеңе келмейді. Ол полиция бөлімшесіне келгенде, ол тек үндемей, ештеңе айтуға батылы бармайды. Өйткені дәл қазір ол тек әйелінен ғана үміттене алады. Чегенге келетін болсақ, ол кешкі сағат 30-да полиция бөлімшесінде белсенді түрде пайда болды. Бейтаныс адамдардың көзінше ол мұнда куәлік беру және күйеуіне әділетсіздікті ақтауға көмектесу үшін мейірімділікпен келді. Бірақ күйеуінің көзінше Чекін қанішер. Чекін болған оқиғаның барлығын айтып беретінін айтты. Юн Чол Чекін оны мойындайды деп күтпеген еді. Бірақ ол тек бір нәрсені айтты. Атап айтқанда, Ю Мин гаражда күйеуіне шабуыл жасаған. Чекін Ю Миннің күйеуін өлтіріп, содан кейін бұл дүниеден кеткісі келетінін айтқанын айтты. Қауіпті жағдайда Чекін Ю Минді жеңу үшін осы екі нәрсені ғана пайдалана алады және оларды дәлел ретінде пайдалануға болады. Осыдан кейін Чекін Ю Миннің тағы да біреуді өлтіргісі келетінін сезді. Сондықтан ол оған кеңес бергісі келді. Бірақ Юн Чол бұл өте қауіпті екенін айтты. Сондықтан оның орнына Ю Минге барды. Юн Чол бірден әйелін қолдап, мен оның жерде қозғалмай жатқанын көргенде, Ю Минге қарауға да үлгермедім, деді. Осы кезде полиция қызметкері бір себет гүл алып келді. Оған қоса келген хатты Ю Миннің өзі жазды. Негізгі мазмұны оның Чегенді ұнататыны және онымен бірге болғысы келетіні болды. Алайда, алданған күйеуі Чегенді қазіргі некесінен бас тартуға мәжбүрлемеген. Чегенді бақытты ету үшін Ю Мин өз еркімен Юн Чулмен бірге өлуге келіскен. Егер мүмкін болса, Ю Мин Чекін онымен бірге өртеу үшін оның портретін табытына салады деп үміттенген. Осылайша, Ю Миннің өлімі бұл дүниеден өз еркімен кетуі және басқа ешкіммен ешқандай байланысы жоқ деген қорытынды жасауға болады. Кенет Юн Чол жүкқұжаттан жеткізу уақыты күндізгі сағат 4-те екенін көрді. Мұның бәрі алдын ала жоспарланған болуы мүмкін бе? Осыны ойлап отырып, ол қорқынышты сезінбей тұра алмады. Юн Чол шынымен де әйелінің жасырын қабілеттерінің соншалықты күшті екенін білмеді. Ол бәрін мінсіз есептеді. Бірде бір қателік жібермеді. Бірақ үйге оралғаннан кейін Чекен бірнеше күн бұрын Ю Миннен өзіне өзі қол жұмсау туралы жазба жазуды өтінгенін ашып мойындады. Содан кейін ол Ю Минге бұл дүниеден кетіп бара жатқандай жасырынатын жер тауып беруін айтты. Юн Чол Чекен шынымен Ю Минді өлтірді ме деп сұрады. Чекен Ю Минді өлтірмегенін нығрастады. Бірақ бәріне қарамастан, бұл жолы біз Чекеннің сонда болғаны үшін бақыттымыз. Әйтпесе, Юн Чол міндетті түрде түрмеге түсер еді. Чекен күйеуі екеуі ақыры бәрін ұмытып, бейбіт өмір сүре алады деп ойлады. Алайда,
Келесі жылы баспалдақта кофе дәндері болмаса, солай болар еді. Юн Чол бірден қораптағы 5 миллиард вонды кофе дәндеріне айырбастады деп ойлады. Сондықтан келесі күні таңертең Юн Чол дүкенге жүгірді. Содан кейін жер асты қоймасына түсті. Өйткені оның түйсігі оған өмір бойы жұмсауға жеткілікті ақша жасырылғанын айтты. Джекеннің кофе дәндеріне деген қызығушылығы туралы ойлана отырып, Юн Чол оның қолындағы кофе дәндері осы жерден шыққан болуы керек деп ойлады. Бірақ ол білмеді. Әйелі оянып, оның жоғалып кеткенін білгенде, ол қатты қызығып кетті. Джекен оның үстелге қалдырған жазбасын көргенде, ол қатты жылынып кетті. Дегенмен, осы ерекше оқиғалардың барлығының астарында қандай да бір себеп болуы керек. Өйткені дәл осы уақытта Юн Чол 5 миллиард вон тапты. Кенет Джекен телефон соқты. Юн Чол сабырлы болуға тырысып, телефонға жауап берді. Джекен Юн Чолға жаңа ғана пошта жәшігінен ашық хат тапқанын шындап айтты. Онда Ю Мин жіберген жаңа байланыс әдісі көрсетілген. Бұл сонымен қатар Ю Миннің бұл дүниеден кеткісі келмейтінін білдірді. Юн Чол әйелінің не айтқысы келгенін түсінбеді. Джекен Ю Миннің өлтірілгенін айтты. Юн Чол Джекеннің ары қарай не істейтінін білгісі келді. Бірақ ол әлі де Джекенге көп ойланбауға кеңес берді. Бірақ Джекен жай ғана күйеуіне абай бол деп айтқысы келді. Өйткені олардың арасында белгісіз жау бар еді. Телефонды қоя салғаннан кейін Юн Чол Джекеннің жаңа айтқанына мән бермеді. Өйткені оған өмірінің соңына дейін осы 5 миллиард вон ғана қажет болды. Юн Чолдың осы 5 миллиард вонды тапқанын білген соң, Сон Ми керемет бақытты болды. Юн Чол оған дүкенге баруды, содан кейін бірге шетелге шығуды айтты. Бірақ ол нақты қауіптің келе жатқанын білмеді. Ашуын шығару үшін Чегін вазадағы топырақты қопсытып, ол жерде біраз уақыт жасырған шарап бөтелкесін алып шықты. Көптен бері бір-бірін көрмеді. Ол осы бөтелке шарапты өзіне тиесілі нәрсені қайтару үшін пайдаланғысы келді. Дәл қазір Чекен қоймаға жүгіріп келгенде, күйеуінің жерде қозғалмай жатқанын көрді. Чекен оны тез оятып жіберді. Ол не болғанын сұрағанда, Юн Чол абдырап қалғандай кейіп танытып, не болып жатқанын түсінбей қалды. Юн Чол кофе дәндерін қуырып жатқанын айтты. Кенеттен біреу артынан оған шабуыл жасады. Кен жерде жатқан электр таяқшасына қарады. Сосын сөредегі бос орын мен кофе дәндеріне қарады. Джекен не болғанын бірден түсінді. Бірақ ол жердің неліктен кофе дәндеріне толы екенін сұрады. Юн Чол біреумен ұрысып қалды ма? Бірақ, әрине, ол мұны бірден жоққа шығарар еді. Дәл қазір Юн Чол қоймада тұрғаны сонша, ол бірден Сон Миге телефон соқты. Оның айтуынша, екеуі 5 миллиард вонмен шетелге қашып кетуі мүмкін еді. Бірақ олар өздерін бақытты сезінбей тұрып, Юн Чол электр тогына түсіп, жерге құлап түсті. Ал бұған кінәлі Чан Бау болды. Жерде жатқан бір сөмке ақшаны көрген Чан Бау екі сөмкені де көтеріп кетпекші болды. Осы кезде Юн Чол қолын созып, оны ұстап алды. Содан кейін олар төбелесе бастады. Олардың ортақ мақсаты ақша болды. Бірақ жер тым тайғақ болғандықтан, төбелес кезінде сөмкелердегі ақша жан жаққа шашырап кетті. Чан Бау оларды тең бөлуді сұрады. Юн Чол ашуланып, өзінің өмірімен енді ғана ажырасып кете жаздағанын айтты. Чан Бау Юн Чолды қызықтыра бастады. Ол Юн Чолдың әпкесі екеуі ажырасқанымен, олар бір кездері отбасы болғанын айтты. Алайда Юн Чол Чан Бауның қолында бір уыс кофе дәндері бар екенін білмеді. Юн Чолдың қырағылығын жоғалтқанын пайдаланып, Чан Бау кофе дәндерін Юн Чолдың көзіне лақтырып жіберді. Содан кейін тез арада бір қап қолма-қол ақшамен қоймадан шығып кетті. Сон Ми келгенде, Юн Чол жерге түскен ақшаны жинап бітіре жаздады. Жердегі банкноттарды қарап отырып, Сон Ми қатты толқып, Юн Чолдан бұл жерде 5 миллиард вон бар екеніне сенімді ме деп сұрады. Ол ақшаның жартысы ғана бар екенін білгенде, Сон Ми оның себебін сұрады. Юн Чол электр таяқшасын алып, екінші жартысын Чан Бау алғанын айтты. Сон Ми қызығып, Чан Бауның бұл жерде ақша бар екенін қайдан білгенін сұрады. Дәл осы кезде биік өкшелі аяқ киімнің қағылуы Джекеннің келгенін хабарлады. Юн Чол Сон Миге заттарын тез жинап, кетіп қалу үшін белгі берді. Күтпеген жерден ол Юн Чолдың арқасынан электр таяқшасымен ұрып, электр тогының соғуына және есінен танып қалуына себеп болды. Осыдан кейін Сон Ми бір қап ақшаны сәтті алып, Джекенмен соқтығысудан құтылды. Осы кезде Джекеннің ашуы өте күшті болды. Бұл оның көзінен анық көрінді. Күтпеген жерден Джекен күйеуін құшақтап, оның жағдайы жақсы болғанша, бұл жеткілікті деп сендірді. Бұл әрекет Юн Чолды қатты қорқытты. Бірақ Джекен оңай алданатын адам емес еді. Ол кофе дәндерінің жеткізілгені туралы түбіртекті жыртып алып, қоқыс жәшігіне тастағанын есіне алды. Бірақ ол бұрылғанда, ол жоғалып кетті. Джекен қандай да бір мәселе болу керек екенін білді. Сосын ол асығыс көлікті шақырып алып кетіп қалды. Сонда ғана күйеуі жеңіл дем алуға батылы барды. Сон Ми екеуінің Жапонияға немесе Америкаға баруы керек пе, жоқ па, соны қуана талқылады. Юн Чолдың айтуынша, олардың ақшасы бар болғандықтан, бәрі жақсы болды. Бірақ олар білмейтін нәрсе, Чегін кофе дәндерін сатып алатын орынды табу үшін кеңестерді пайдаланды. Ол сатушыдан бұл жерге жедел жеткізу түбіртегін алып келген біреу бар ма деп сұрады. Жауабын білген соң, Джекін суретін шығарып, сатушыдан оның кім екенін көрсетуін өтінді. Әрине, нәтиже ол ойлағандай болды. Бұл адам Чан Бау болатын. Сол кезде Чан Бау қатты қуанды, ақыры құмар ойындарын жалғастыру үшін ақшасы болды. Бірақ Чан Бау күтпеген нәрсе, ол Джекеннің ақшасын алуға батылы жетіп,
қателік жіберді. Бірінші Чеген қолғап киіп, шприцпен жасырған бөтелкесіндегі шарапты сорып алып, жеміс кәмпитінің үстіне тамызып жіберді. Бұл шарап бөтелкесін пайдалану Кеннің қаншалықты батыл екенін көрсету үшін жеткілікті болды. Ол кәмпитті алып, оны аквариумға лақтырып жіберді. Ал бірнеше секундтан кейін алтын балық өліп қалды. Юн Чол Сон Ми екеуі Джиннің кек алғысы келетінін білді. Джан Бао қатты ашуланды. Ал Кен басқа амалы жоқ сияқты әрекет етті. Ол оларға мүмкіндік бергенін, тіпті Чан Баоны табу үшін жеке тағамдары әкелгенін айтты. Жүрегінде оның мұнда қандай мақсатпен келгенін білсе де, ол ештеңе білмейтіндей кейіп танытты. Тіпті Кен қайын ағасына егер ол алуға болмайтын нәрсені алса, оны оған беруі керек екенін еске салса да. Бірақ Чан Бао Кеннің шыдамдылығын сынай берді. Ол тіпті өмірден гөрі ақша жоғалтқан жақсы деді. 5 миллиард вонды үнемдеудің қажеті жоқ еді. Мұны естіген Кен Чан Баоның оған қарызын қайтарғысы келмейтінін түсінді. Кен ашуланбады. Ол жай ғана оның бетінде неге жара бар екенін сұрады. Чан Бао жайбарақат айтты. Ол жай ғана есіктің жақтауына соғылды. Кен оған бірден болашақта абай болуға кеңес берді. Мұны естіген Чан Бао қорқып кетті. Өйткені оның алдында тұрған әйел ерекше адам еді. Юн Чолға тез арада Чан Баодан қоңырау келіп түсті. Ол Кеннің бұл жерге жаңа келгенін білді. Чан Бао полицияның Юн Чолдан оның аты жөнін ашпағанын сұрағанын қалады. Осы кезде Кен Юн Чолға телефон соқты. Чан Бао Кеннің әлі кетпегенін білмеді. Қоңырау шалып жатқанда Чан Баоның шошып кеткен түріне қарап, Кен оның сыбайласы бар екенін түсінді. Дәл қазір Кен күдіктенген жалғыз адам Юн Чхол. Әрине, ол күйеуінің телефонына қоңырау шалғанда сымның екінші жағында бос емес еді. Осының арқасында Кен ақшаның қазіргі орнын анықтай алды. Содан кейін оған ақшаны оңай қайтару үшін тұзақ құру керек болды. Юн Чол мен Сун Ми мазасызданып, бірден әрекет ете бастады. Олар өздерімен бірге 2,5 миллиард вон алып, шетелге кетуге дайындалды. Мүмкін, Юн Чол тіпті телефонын өшіріп тастаған шығар. Бірақ Юн Чол көлікті іске қосқанда, әйелінің қарсы жақтан келе жатқанын көрді. Бұл Юн Чолды шошытты да, ол көлікті бірден тоқтатты. Сун Ми оған сабыр етуін айтты. Ол жай ғана іс-сапарға кету керек екенін айтты. Кен келіп, көліктің есігін қақты. Юн Чол өте сабырлы болды. Кен қайда бара жатқанын сұрағанда, Сонг Ми бірден жаңа өнім шығару үшін шикізат сатып алу керектігін айтты. Кен оларға бақытты сапар тіледі. Бірақ олар бұл қауіпсіз сапардың басқа мағынасы бар екенін білмеді. Сонг Ми көлікте қатты толқып отырды. Олар ақыры бос болды. Олар білмеген нәрсе Кен қазірдің өзінде әрекет ете бастады. Бүгін мектептегі сабақтар ерте аяқталды. Бірақ Римді алып кетуге ешкім келмеді. Кенет ол нағашы апасын тауып алды. Римнің пікірінше, Кен оған ең жақсы қарым-қатынаста болған адам болған. Бұл жолы апай Римнің ойыншықтарына келгені сөзсіз. Кен де Римге айтты: "Мен сенің анаңа бүгін сені өзіммен бірге серуендеуге апаратынымды айттым." Рим бірден келісті. Өте тез арада Чан Баоға оның сүйікті затын ұрлағаны туралы мәтіндік хабарлама келді. Сондықтан ол да оның сүйікті затын ұрлады. Чан Бао дереу бұрынғы әйеліне телефон соғып, бұл туралы сұрады. Және, әрине, Чан Бао бұрынғы әйелінен Кеннің қызын кездесуге шақырғанын білді. Бұл ақпаратты естіген Чан Бао қатты үрейленді. Сонда ғана ол Кенмен қақтығыспау керектігін түсінді. Осы кезде Кен Чан Бенге асықпай ызымшы жазып отырды. Ол оның орнына ақша келуін өтінді. Кен Чан Баоға қалған 5 миллиардты жабық азық-түлік фабрикасына апаруын айтты. Бірақ Чан Бен әлі де Кеннің Римге не істей алатынын көру үшін бәс тігуде. Ол тез ашуланды, өйткені Рим көзін байлап орындыққа байланған. Чан Бен бұл суретті көргенде қатты ашуланды. Осы уақытта Юн Чол мен Сун Ми 2,5 миллиард вонды жерге көміп тастады. Содан кейін шетелге ұшақ билетін бұрындауға дайындалды. Осы кезде Юн Чол Чан Бамның қоңырау шалу түймесін басқан. Чан Бам ашуланып, Кенді жынды деп атады. Чан Гам Юн Чолға ақшаны тез арада осында әкелуді бұйырды. Ол сондай-ақ Кеннің баласын ұрлап әкеткенін айтты. Юн Чол Римнің байланған суретін және оның қасындағы қандақтарын көргеннен кейін ол қатты үрейленді. Юн Чол жерден 2,5 миллиард вон қазды. Сун Ми оның ақшасын тартып алғанын қабылдай алмай, бұл оның ақшасы деп айқайлады. Юн Чол бұл іс оның жиенінің өміріне қатысты екенін айтты. Сондықтан оның бұл жерде тұрып, Сун Мидің айқайын тыңдауға уақыты болмады. Екеуі өте тез Рим қамалған жерге жетті. Алайда Чан Бао жақындағанда оның қызы бір орында отырды. Бұл Чан Бенгті қызын өлді деп ойлады. Бірақ содан кейін ол арқанды шешіп, көзін жұмып тұрған ақ таңғышты шешіп алды. Әкесінің ол үшін жылап жатқанын көрген Рим қуанышпен Чан Бенгтің құшағына кірді. Юн Чол оның қасында үлкен таңданыспен тұрды. Содан кейін ол Римнің жағдайы жақсы ма деп сұрады. Рим әкесіне анасымен ажырасқаннан кейін әкесі оған әлі де қамқор бола ма, жоқ па? Соны білу үшін жай ғана Кенмен ойын ойнап жүргенін айтты. Чан Баен алданып қалса да, қызына жақсы әсер қалдырды. Алайда Юн Чол бәрінен айырылды. Ол міндетті түрде 2,5 миллиард вонға ие боламын деп ойлады. Бірақ жиенін сатып алу үшін ол Сун Мимен дауласудан тартынбады. Ол сондай ақ егер Сун Ми ұрланса, оны сатып алу үшін де ақша келетінін айтты. Бірақ Юн Чол әйелі оны басынан аяғына дейін ренжітеді деп күтпеген. Чан Бао Юн Чолға үйіне барып,
Че Генге жағымпаздануға кеңес берді. Чан Бао Юн Чолдың әлі де мүмкіндігі болуы мүмкін екенін айтты. Юн Чен қайтып келгенде үйіне қарап, сол сәтте Че Геннің жүзі есіне түсті. Ол ақыры өз шешімін қабылдады. Есіктен кіргенде оны іште күтіп тұрған Че Генді көрді. Юн Чол ештеңе болмағандай орындыққа отырды. Әдеттегідей Че Ген оған шарап құйып берді. Че Ген оған бірінші күні өтірік айтқанын айтты. Юн Чол электр тоғымен зақымданғанын және есінен танып қалғанын, бірақ етігінің табаны кофе дәндерімен жабылғанын айтты. Че Ген Юн Чолдан оның мақсаты 5 миллиард доллар алу ма деп сұрады. Ол үйіне 5 миллиардқа оралса да, солай емес пе? Сол кезде Юн Чол қатты күйзеліске ұшырады. Ол енді ақшаны қаламайтынын айтты. Содан кейін ол ажырасуға арыз беріп, олардың бұл істі аяқтайтын кез келгенін айтты. Че Геннің рухы ажырасу туралы арызды оқығаннан кейін мүлде құлдырады. Бұл оның қалаған соңы болмауы мүмкін. Юн Чол заттарын жинап кетуге дайындалып жатқанда, Че Ген оны тоқтату үшін жүгіріп шықты. Бірақ осыдан кейін бірден күйеуі Че Генді электр тоғымен ұрып, оның есінен танып қалуына себеп болды. Осыдан кейін Юн Чол әйелін диванға жатқызып, 5 миллиардты алып кетпекші болды. Бірақ ол Сун Миді табу үшін бір сөмке ақша келіп, онымен бірге шетелге қашқысы келгенде, Сун Миді басқа еркекпен алдап жүргенін ұстап алды. Юн Чол суретке түсу үшін бірден телефонын суырып алды. Юн Чол бұл адамның оның көршісі екенін білгенде қатты ашуланды. Ол Сун Мидің оған опасыздық жасайтынына сене алмады. Юн Чол ашуланып қайтып кетті де, жаңа ғана түсірген суреттерін көршісінің пошта жәшігіне лақтырып жіберді. Бұл қайтару Юн Чол үшін жаңа тағдыр ашады. Өйткені дәл осы кезде мұнда полиция келе жатқан. Чите бірінші Юн Чолдың көлігіне қолын тигізді. Содан кейін Юн Чолдан қайда бара жатқанын және жаңа ғана қайтып оралғанын сұрады. Юн Чол тек қайтып ораламын деп жауап бере алды. Ол Читеден не болып жатқанын сұрады. Сен мұнда түнде неге сонша кеш келесің? Чите Юн Чолға тезірек оралуын айтты. Өйткені олар жаңа ғана қоңырау шалып, үйінің тоналғанын хабарлады. Юн Чол үйге қайтып келіп, үйдегі тәртіпсіздікті анықтады. Юн Чол қатты уайымдады. Содан кейін ол үстел үстінде ажырасу туралы құжаттарды көрді. Ешкім назар аудармаған соң, ол оларды бірден алып кетті. Оның әйелі жерде қимылсыз жатты. Юн Чол уайымдағандай кейіп танытып, әйелін шақырды. Өте тез Че Генді жедел жәрдем көлігіне отырғызды. Бірақ Юн Чол көлігіне қарай берді. Медбике отбасына көлікке тез отыруды ескерткенше, ол көлікті құлыптап, жедел жәрдемнің артынан ауруханаға баруға мәжбүр болды. Тексеру нәтижелері Че Кунның денсаулығының қалыпты екенін көрсетті. Олар оның өз бетімен қалпына келуін күтуі керек еді. Сондықтан Юн Чол мүмкіндікті пайдаланып, үйіне қарай жүгірді. Екі сөмкенің әлі көлікте тұрғанын көргенде, ол бірден жеңіл дем алды. Осы кезде Сун Ми сөмкесін алып, кетіп қалмақ болып келді. Ол ақшаны тұрған жерінде қалдыру қауіпсіз болатынын айтты. Алайда Юн Чол оның сатқындығына әлі де ашуланды. Ол оны еркектерді жақсы білгені үшін мазақ етті. Сон Ми енді кейіп танытуға алаңдамады. Ол ақшаның да бір бөлігі бар екенін қатты айтты. Екеуі төбелесіп жатқанда, олар кездейсоқ сөмкенің қағаз қалдықтарына толы екенін және оның ішінде Юн Чол мен оның әйелінің үйлену антының көшірмесі бар екенін байқады. Мұны көрген Сон Ми көңілі қалғанда дәрменсіз де сезінді. Бірақ Юн Чол оған мән бермей, әйелімен бірге ауруханаға оралды. Осы жағдайды бастан өткергеннен кейін Юн Чол Че Геннен қатты қорқатынын сезді. Оның әйелі аурухана төсегінде жатқан. Ол оянғаннан кейін кенеттен күйеуінің оны еркелетуін қалады. Бірақ содан кейін ол күйеуін қорқыту үшін электр таяқшасын суырып алды. Ақырында әйелі таяқшаны алып, мойнына қатты ұрды. Юн Чолдың қорыққаны сонша, ол тез оянып кетті. Әлі ес-түссіз жатқан әйеліне қарап, Юн Чол үрейлене орнынан тұрды. Бұл жай ғана арман болса да, Юн Чол әйелінің қолынан келетініне сенді. Сондықтан ол бұл қауіпті адаммен тез арада ажырасуға мәжбүр болды. Кенеттен дәрігер тексеру үшін палатаға кіріп, науқастың оянғанын, бірақ ұзақ уақыт бойы ештеңе айтпағанын анықтады. Сондықтан дәрігер Че Геннен оның алдында тұрған адамның кім екенін білесің бе деп сұрады. Че Ген оның сүйіктісі екенін айтты. Юн Чол мұны естігенде аң-таң болып, не болып жатқанын түсінбей қалды. Че Ген дәрігерден оның неліктен ауруханада жатқанын және саусағындағы жараның не екенін сұрады. Мидың компьютерлік томографиясының нәтижелеріне сүйене отырып, дәрігер электр тогының соғуынан кейін Че Ген баспалдақтан құлап, субарахноидалды қан кету ықтималдығы жоғары деген қорытындыға келді. Бұл уақытша амнезияны тудырды. Оның қашан жақсаратынын ешкім білмейді. Қазіргі уақытта Че Геннің жады олар алғаш үйленген кезде сақталып қалды. Юн Чол оған үйленгендеріне 10 жыл болғанын айтты. Че Геннің кейіп танытқанын немесе көрсетпегенін тексеру үшін Чан Бао Че Геннің оған бұрын әкелген жеміс кәмпиттерін әкелді. Че Ген оның өте дәмді болуы керек деп қуана айтқанын ғана көрді. Бұл кәмпит онымен уланып, алтын балыққа сыналған. Бірақ қазір ол оны аузына салудан тартынбады. Чан Бом Юн Чолға оны талдауға көмектесті. Че Ген өзін кейіптеді ме, жоқ па? Оның мақсаты әлі де Юн Чолды ұстап тұру болды. Сондықтан Юн Чол енді актерлік өнерде Че Генмен жұмыс істеп жатқандай кейіп таныта алады. Чан Бао ендіге қызықпайтынын айтты. Бірақ қазір жездесі Че Генді өте қызықты деп тапты. Көп ұзамай Че Ген ауруханадан шығарылды. Ол таң қалды және оның үйінің соншалықты үлкен екеніне, сондай-ақ шаңның бір түйірінсіз өте таза екеніне сенуге батылы бармады. Бұл Че Генді соңғы бірнеше жыл бойы тазалыққа тәуелді болды ма деп ойлады. Бірақ кем дегенде
ол қазір онда емес еді. Күйеуі әйелін бұл күйде көргенде қатты таң қалды. Өйткені оның мұны соңғы рет жасағанына бірнеше жыл болды. Дәл осы сәтте Джекеннің көзіндегі баспалдақ бейнесі бірте-бірте бұлыңғыр бола бастады. Ол әрқашан өзін бірдеңе туралы ойлайтындай сезінетін, бірақ қанша тырысса да есіне ештеңе түсіре алмайтын. Мұны көрген Юн Чол Джекеннен алаңдап сұрады, бірақ Джекен жауап бермеді. Өйткені ол күйеуі екеуінің арасында бірдеңе болғанын білген. Дегенмен, оның көзінде әлі де көңілсіздік сезімі бар еді. Юн Чол да бірден жақсы күйеу рөлін сомдады. Ол әйеліне жоғарыға көтеріліп, біраз демалуды бұйырды. Ол кешкі ас әзірлейді. Бірақ Джекен баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда, кенеттен оның басынан біртүрлі естелік пайда болды. Алайда ол бұл кісінің жүзін анық көре алмады. Ол тек баспалдақтан құлағанын есіне алды. Юн Чол мұны көріп, бірден демалу үшін бөлмеге көтерілуге көмектесті. Джекен қызыға сұрады, неге бұл жерде екі кереует бар? Олар бөлек ұйықтады ма? Юн Чол бұл оның өтініш екенін құлықсыз айтты. Джекен да ерлі-зайыптылардың бақытты болуы үшін олардың арасында біраз шиеленіс болу керек екенін айтты. Джекен оның неге бұлай ойлайтынын өзі де түсінбеді. Юн Чол тістерін тазалап жатқанда, оның бұрынғы тазалыққа деген құмарлығы әлі де бар жоғын білу үшін әйеліне қарады. Содан кейін ол аузын ашып, әйелінің қалай әрекет ететінін көру үшін түкіріп жіберді. Ол тіпті әйелінің көзінше әдейі тістерін біртүрлі етіп тазалаған. Күтпеген жерден Джекен бұған ешқандай реакция жасамағаны белгілі болды. Керісінше, ол Юн Чолға еліктеп, кездейсоқ түкіріп жіберді. Бұл оны қатты таңғалдырды. Ұйықтайтын уақыт келгенде, Джекен Юн Чолға ұйықтауға кетті. Ол тіпті Юн Чолды құшақтап, осылай ұйықтау ыңғайлы екенін айтты. Бірақ Юн Чол бұл күйде қалай ұйықтай алады? Сондықтан ол оларға бірге ішуді ұсынды. Содан кейін Юн Чол бір бөтелке шарапты алып, онымен бірге ішуге бір бөтелке шарап бар екенін айтты. Бірақ қазір оны табу қиын, себебі ол оны жасырып қойған. Джекен мұны естігенде қатты қызығып кетті. Мүмкін олар әлі де қазына іздеп ойнағанды ұнататын шығар. Сол кезде күйеуі әйелін арандатқан. Оның айтуынша, тіпті ол қазір оларды таба алмайтын шығар. Бұл әдіс шынымен де жұмыс істеді. Мұны естіген Джекен дереу орнынан тұрып, іздеуге кетті. Оның мінезіне қарап, егер ол шкафта болмаса, диванның астында болар еді. Бұл Юн Чолды шынымен есте сақтау қабілетін жоғалтты ма деп ойлады. Кенет Джекен есіне ең ұнағаны гүл құмыраларына заттарды тығып қою екенін есіне алды. Сондықтан ол қолымен топырақ қазды. Әрине, ол уланған шарап бөтелкесін тауып алды. Юн Чол оны көтеріп алып, оның уланған шарап бөтелкесі екенін растай отырып, оған қарады. Юн Чол уланған шарап бөтелкесін пайдаланып, әйелінің шынымен есте сақтау қабілетін жоғалтқанын тексерді. Джекен бір стакан шарапты көтерді. Оның бетінде бір тамшы қорқыныш жоқ. Джекен бұл стакан шарапты шынымен ішкенде ғана оның есте сақтау қабілетін жоғалтқандай кейіп танытпағанына сенімді болады. Юн Чолдың жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Бірақ оның әйелі еш тартынбады. Юн Чол сол бөтелке шараптың бүлінгенін айтып, әйелін тоқтату үшін бірден қолын көтерді. Әйелінің оны ысырап еткісі келмейтініне қарап, Юн Чол ақыры Джекеннің есте сақтау қабілетін жоғалтқанына сенді. Бірақ келесі күні күйеуін ертіп жүргенде Джекен бірден күлкісін қойды. Өйткені ол өте маңызды нәрсені есіне алды. Джекен үйге кіріп, оның жадын оятуға тырысып, сол жерде айқайлады. Дегенмен, ол әлі де қандай маңызды нәрсені іздеп жүргенін есіне түсіре алмады. Ол шынымен де есте сақтау қабілетін жоғалтқаны анық. Кенет ол екі таныс сөмкені көрді. Оларды ашқанда, олардың қағаз қалдықтарымен толтырылғанын көрді. Осы кезде Джекен кенет сол түні күйеуі екеуі жанжалдасып қалғанын есіне алды. Осыдан кейін ол оған ажырасуды ұсынды. Бұл оны қатты ашуландырды. Ол бастапқыда күйеуін ұстағысы келді. Күтпеген жерден ол оған электр таяқшасын қолданып, оның есінен танып қалуына себеп болды, және оны 5 миллиард вонға алып кетті. Алайда Юн Чол Джекеннің екі қап ақшаны ауыстырғанын білмеді. Бірақ бұл 5 миллиардтың қазір қайда екені маңызды. Джекен баспалдаққа қарап, одан кейін тағы бірдеңе болды ма деп ойлады. Джекеннің есінде оны баспалдақтан жұмбақ адам итеріп жіберген көрініс үнемі пайда болды. Бірақ оны кім итеріп жібергенін есіне түсіре алмады. Алайда оның естеліктерінің кем дегенде жартысы қайта оралды. Оның тазалыққа деген құштарлығы да бірден қайта оралды. Бұл Джекенді ешбір дақ қалдырмауға мәжбүр етті. Күйеуі үйде болған кезде Джекен диванда жатып, оның имиджін сақтауға мүлдем мән бермей, жүрегі қалаған нәрсені жеді. Тек осылай ғана ол Юн Чолды оның жады қайта оралды деп күдіктендірмес еді. Ол мұны жасыруға тырысқанымен, Джекен әлі де саңлау қалдырды. Юн Чол кенеттен қабықтың әдеттен тыс таза екенін байқады. Бұл Джекен бұрын жасағандай болды. Сондықтан келесі күні таңертең ол әдейі әмиянын үйде қалдырды. Содан кейін әйелін қарау үшін жасырын түрде сыртқа шықты. Әрине, ол Джекеннің үйге шашылып жатқан заттарды тазалап жатқанын көрді. Юн Чол оған әмиянды өзімен бірге алып кетуді ұмытып кеткенін және жақын арада қайтып келетінін жазды. Содан кейін Джекен қоқыс дорбасын үстелге қайта лақтырды. Юн Чол мұны сыртта көргенде шошып кетті. Юн Чол есікті ашып, ішке кіргендей кейіп танытқаннан кейін Джекен енжар жүре берді. Юн Чол Джекеннің неге оның алдында кейіп танытуы керек екенін түсінбеді. Осы кезде Джекен кенеттен қоймаға кіріп,
ән айта бастады. Ал оның қолдары бірдеңе іздей бастады. Әйелінің байсалды, ізденімпаз көзқарасын көрген Юн Чхол қызығушылық танытты. Сондықтан ол жасырынуды жалғастырмады. Ол сыртқа шығып, әйелінен кофе ішуге келгенін сұрады. Чжэ Кен жауап ретінде сұрады. Ол заттың қайда жасырылғанын білгісі келмеді ме? Мүмкін ол осында жасырылған шығар. Чжэ Кен оны бір рет осында жасырғанын айтты. Сондықтан оны енді жасырмайтынына сенімді бола алмады. Юн Чхол бұдан былай кейіп танытпады. Ол тікелей Чжэ Кеннен оның есте сақтау қабілеті қалпына келді ме деп сұрады. Солай емес пе? Әйелінің затты алу үшін бұрылып бара жатқанын көрген Юн Чхол инстинктивті түрде алға ұмтылып, алдымен оны ұстап алды. Күйеуінің сөмкені асығыс ашып жатқанын көріп, Чжэ Кеннің сынағы аяқталды. Чжэ Кеннің айтуынша, егер ол да іздеп жүрсе, оны қолында ұстамауы мүмкін. Юн Чхол әйелінің тағы да бірдеңе жасауға дайындалып жатқанын білген. Әрине, Чжэ Кен Юн Чхолға бірінші күні қалған 5 миллиард вонды табу үшін бірлесіп жұмыс істеуді ұсынды. Өте тез, Чжэ Кен олардың үйлену тойының 10-шы жылдығын сылтауратып, барлық қызметкерлерді мерекелік кешке үйіне шақырды. Дастархан басында отырып, Чжэ Кен қонақтардың мимикасын бақылау үшін әдейі 5 миллиард вон туралы айтты. Чжэ Кен үйлену тойының 10-шы жылдығына арналған кеште осы 5 миллиард вонды кім алғанын біле алады деп ойлады. Өйткені ол қалған естеліктерінен баспалдақтан құлаған кезде жоғарыда бір адам тұрғанын ғана есіне алды. Сондықтан ол өтіп бара жатқан аспаз Ду Хенді сезді. Ол одан 5 миллиард вонды тартып алды ма деп сұрады. Ду Хен Чжэ Кенге қарау үшін ақырын басын бұрды. Оның бұл мазасыз жүзі оны қатты толқытты. Чжэ Кен Ду Хенге 5 миллиард вон беруді бұйырды. Ол оны жауапкершілікке тартпайды. Ду Хен мұны естігенде қатты ренжіді. Чжэ Кен одан 5 миллиард вон жасыруды сұрағаны анық еді. Бірақ қазір Чжэ Кен осылай деді. Бұл жауап Чжэ Кенді бұған сендірді. Сол күні Юн Чхол ашуланып ажырасуды талап етіп, өзі дайындаған ажырасу туралы арызын алып шықты. Чжэ Кен ашуланып, бәрін асхана үстеліне лақтырып жіберді. Бірақ күйеуі оны электр таяқшасымен ұрып, есінен танып қалды. Мақсатты алу болды. Бірақ Чжэ Кен айырбастап қойған. Чжэ Кен оянғаннан кейін ол ауырсынуға төзуге тырысты. Ол бірден жауынгерлік дайындыққа келді. Ол ажырасу туралы арызын еденнен көтеріп, үстелге қойды. Содан кейін ол аспаз Ду Хенді үйіне алдап, одан 5 миллиард вонды үнемдеуге көмектесуін өтінді. Чжэ Кен Ду Хенге өзін қарақшы етіп көрсетіп, оны баспалдақтан итеріп жіберуді бұйырды. Чжэ Кен артқа қарай құлауға дайын болғанда, Ду Хен дереу қолын созып, оны артқа тартты. Ол Чжэ Кеннен оның есінен танып қалды ма деп сұрады. Бірақ Чжэ Кен оған ештеңе есінде жоқ екеніне сенімді болуын айтты. Ол қарақшының қандай екенін де білмеді. Осылай деп, Чжэ Кеннің өзі төмен қарай құлап кетті. Осы кезде Чжэ Кеннің барлық естеліктері қайта оралды. Ду Хенге келетін болсақ, ол шынымен де Чжэ Кеннің есте сақтау қабілетін жоғалтқанын, немесе жоғалтқандай кейіп танытқанын білмеді. Және олардың әңгімесін Юн Чхол естіді. Бірақ есте сақтау қабілетінің жоғалуы Чжэ Кеннің жоспарында болмаған. Егер шындық ашылса, онда бақытты ажырасуды шешейік. Олардың үйлену тойының мерейтойында күйеуі әйеліне неке жүзігін сыйлады. Бұл жолы Чжэ Кен шу шығармады. Оның орнына ол күйеуіне жақындап, оның соңғы 10 жылда өзін бақытты сезінгенін сұрады. Мұны естіген Юн Чхол қатты жиіркеніп қалды. Ол Чжэ Кеннің иығынан ұстап, оған неге әрқашан одан қашқысы келетінін айтты. Себебі Юн Чхол бір күні өзін ұстай алмай қаламын ба деп қорқып, оны өлтіргісі келеді. Чжэ Кеннің бетінен сипаған көз жасы оның көңілі қалғанын көрсетті. Мүмкін Юн Чхолдың Чжэ Кенге деген өшпенділігінің соңғы өршуі оны басқа жоспар құруға итермелеген шығар. Юн Чхол кетер алдында Чжэ Кен оған ажырасқан кезде сыйлық ретінде 5 миллиард воны бар 2 сөмке сыйлады. Юн Чхол күлді. Ол әйелі оның осы 2 қап қоқысты алып кетіп қалғанын қалайды деп ойлады. Бірақ Юн Чхол жай ғана заттарды көлікке салғанда, кенеттен оның санасында елес пайда болды. Ол қарау үшін сөмкесін ашты. Ішінде шынымен қолма-қол ақша болды. Юн Чхол еш күш жұмсамай ақ 5 миллиард вон алады деп күтпеген. Чжэ Кеннің айтқандары рас болуы мүмкін бе? Ол бұрын ешқашан ақшаға мән бермеген. Бұрын ол оны ұстап қалу үшін 5 миллиард долларды пайдаланғысы келген. Юн Чхол керемет бақытты болды. Ол ақшаны үнемдеу үшін бірден жоғары деңгейлі президенттік люкске тапсырыс берді. Бірақ Чжэ Кен оны шынымен жіберді ме? Ол ештеңе болмағандай таңғы асқа отырды. Оның бет әлпеті жеңімпаздың бет әлпетіне ұқсады. Юн Чхолға келетін болсақ, ол түні бойы үйілген ақшамен ұйықтап, өзін өте жайлы сезінді. Тіпті оның қазір сөйлегені де ақшасы бар адамға көбірек ұқсайтын. Даяшының тамақ әкеліп жатқанын көрген Юн Чхол жомарттықпен оған ақша қалдыру үшін бірнеше банкноттарды суырып алды. Сонымен бірге Юн Чхол даяшының аяғынан тұра алатынына үміт білдіретін сөз тіркесін қосты. Бірақ Юн Чхол Чжэ Кеннің бастамашылық танытып, Сонг Миді табады деп күтпеген. Чжэ Кен бас тартатынын айтты. Ол өз еркімен Юн Чхолды Сонг Миге берді. Сол жақта Юн Чхол кездейсоқ үйлену тойының суретін аударып алды. Оны алу үшін қолын созған кезде кездейсоқ астынан басқа суретті тауып алды. Юн Чхол қатты ашуланып,
суретке ұзақ қарап тұрды. Юн Чхол кенеттен Чан Баоның әр нәрсенің себебі бар деген сөзін есіне алды. Олар ажырасқан кезде әйелі оған қандай негізде 5 миллиард вон берді. Сонымен бірге Чан Бен Ю Минге бір кездері осы 5 миллиард вон үшін жанын қиғанын еске салды. Чан Бен бірнеше күндік тергеуден кейін Че Кеннің сыбайластары бар екенін анықтағанын айтты. Олар қазір олардың арасындағы қарым-қатынастың қандай екенін білуі керек еді. Өйткені бұл адам Че Кеннің жеке тәрбиешісі болған. Бірақ содан кейін белгісіз себептермен Йен Чолдың қайын атасы оны елден қуып жіберді. Осыдан кейін екеуі Джин Судың барына бірге барды. Кездейсоқ ол бүгін бұл жерде болмады. Чан Бом мұны қалай жасау керектігін бірден түсінді. Ол даяшыға есіктегі белгі құлап кеткенін айтты. Әрине, даяшы тез арада кетуге алданып қалды. Чан Бом мүмкіндікті пайдаланып, дәлелдерді тез тауып алды. Ақыры ол құпия сандықты тауып алды. Қораптың ішіндегі визитка Чан Бомға бұл оңай емес екенін сездірді. Сонымен қатар, ішінде бірге түсірілген фотосурет Чан Бамды таңғалдырды. Бірақ олар ересек кезінде түсірілген интимдік фотосурет Чжигын мен Джин Судың бірге болуы мүмкін жалғыз мүмкіндік екенін көрсетті. Сондықтан ол дәлел ретінде суретке түсу үшін бірден телефонын суырып алды. Бұл өте қарапайым. Бірнеше минуттың ішінде олар өте көп ақпарат алды. Чан Бен визит карточкасын талдады. N31 атауы Джин Судың жабық барының атауы болып шықты. Бұл сурет Чжигын мен Джин Судың үйленгеннен кейін бірге болғанын дәлелдеу үшін жеткілікті болды. Юн Чол ұзақ уақыт бойы опасыздық жасайды деп күтпеген еді. Кенеттен Сонг Ми бастама көтеріп, оны іздеуге кірісті. Юн Чол одан не қалайтынын сұрады. Сонг Ми кейіп танытқысы келмеді. Ол ақшаны алды ма деп тікелей сұрады. Кездейсоқ Юн Чхол да ақшаны қайда қоямын деп уайымдады. Сонг Ми жүксалғыштағыды көргеннен кейін оның қатты қуанғаны сонша, ол Юн Чхолды қабілеті үшін мақтай берді. Юн Чхол оған Че Кен мен Джин Судың бірге түскен суретін мақтанышпен көрсетті. Юн Чхол оның қабілеттері мұнымен шектелмейтінін көрсеткісі келді. Тіпті оның қолында әйелінің зинақорлығының дәлелі болған. Сон Ми мүлде таң қалмады. Өйткені Че Кен Сон Миге келіп, Сон Ми үшін Юн Чхолды беретінін айтты. Енді Сонг Ми Че Кеннің неге оңай бас тартқанын түсінді. Содан кейін Сонг Ми диктофонын алып, Че Кеннің оған жаңа ғана келгенін айтты. Ішіндегі жазбаның мазмұны келесідей болды. Че Кен Юн Чхолды өлтіргісі келгенін айтады. Че Кен өзіне адал емес адамды ұстаудың қажеті жоқ екенін айтты. Оның үстіне ол Юн Чхолға сақтандыруды сатып алып қойған. Егер ол күтпеген жерден қайтыс болса, Че Кен 10 миллиард вон алатын еді. Мұны естіген Юн Чхол қатты қорқып кетті. Сонымен оған оның ынтымақтастығы тек Че Кенді алдау үшін жасалғанына сенімді болуын айтты. Егер олар шынымен бірге жұмыс істеп жатса, неге ол мұның бәрін оған айту керек еді? Әрине, осыдан кейін бірден Юн Чхолға Че Кеннен мәтіндік хабарлама келіп түсті. Онда олар ажырасқанға дейін үйде бірге кешкі ас ішу керектігін айтты. Сонг Ми Че Кеннің мұндай тез әрекет ететінін күтпеген еді. Өйткені Че Кен Сонг Миден бұрын улануды сұраған болатын. Че Кен тіпті Юн Чхолды қалай улау керектігін де ойлады. Сонг Ми оның дайындаған бірден өлімге әкелетінін, бірақ мәйітті тексеру кезінде өлімнің себебі анықталмайтынын айтты. Юн Чхол мұны естігенде қатты қорықты. Ол дереу полиция шақырғысы келді. Сон Ми полицияның оған тек оның сөзіне сүйене отырып сенбейтінін еске салды. Юн Чхол уайымдап, ол жай ғана отырып, өлімді күтпейтінін айтты. Сон Ми Юн Чхолға бұл туралы ойлануға кеңес берді. Неге ол әрқашан Че Кенге бірінші болып әрекет етуге рұқсат берді? Юн Чхол үрейленіп, енді не істеу керектігін сұрады. Су Ми әйелімен қарым-қатынас жасаудың жаңа жоспарын жасау керектігін айтты. Бұл жұмбақ ұнтақ болды. Че Кен ұнтақты басқа кішкентай бөтелкеге абайлап құйып жіберді. Сонг Ми оның қасында отырып, не болып жатқанын үреймен бақылап отырды. Бұл ұнтақ Сонг Мидің түнгі жұмысының нәтижесі болды. Ол оны жасау үшін шикізат ретінде Русса Суксания линейді пайдаланып, оны ұнтаққа айналдырды. Егер сіз су мен құпия еріткіш қосып, араластырсаңыз, ол токсиндерге бөлінуі мүмкін. Алынған уды ыдысқа салып, ұзақ уақыт қыздырды. Түтік арқылы доксорубезин деп аталатын ақ ұнтақ алынды. Ол денеге енгеннен кейін бірден өлімге әкелуі мүмкін, және аутопсия өлімнің себебін улану ретінде анықтай алмайды. Су Ми Че Кенге Юн Чхолды улап өлтіруге көмектесті. Ал Сун Ми сақтандырудан қомақты ақша табады. Сырттай қарағанда, Сун Ми Че Кенге у дайындауға көмектесуге келіскенде кейіп танытады. Күтпеген жерден Че Кен апатқа ұшырамас үшін әрқайсысында жартысын қалдырып, 2 банка дайындады. Сонг Ми Че Кеннен Юн Чхолды өлтіргеннен кейін оның қалай әрекет ететінін сұрайды. Че Кен онымен қалай күресуге болатынын біліп қойған. Ол Юн Чхолды тауға жерлейтінін, содан кейін күйеуінің жоғалып кеткенін полицияға хабарлайтынын айтады. Бір айдан кейін сақтандыруды алу үшін олар оны 2-ге бөлді. Күтпеген жерден Сун Ми бірден Че Кен Юн Чхолдың сөздерінің жазбасын әкелді. Жазбаның мазмұны улану мен өлтірудің бүкіл процесін анық түсіндірді. Юн Чхол тыңдаудан кейін қатты толқып кетті. Сон Ми бәрі жақсы деп оны тыныштандырды. Сонг Ми Че Кеннің олардың сәтті жұмыс істеп жатқанына сенетінін айтты.
Сондықтан ол уды екіге бөліп, Сонг Мидің жартысын ештеңеден күдіктенбей берді. Сонг Ми удың қалған жартысын Чегенге зиян келтіру үшін пайдаланғысы келді. Бұл Юн Чолдың бұл үйге соңғы рет кіруі еді. Бүгін ерлі зайыптылар ажырасқанға дейін соңғы рет бірге кешкі ас ішкен күні болды. Олар бірге тамақ әзірлеп, бірге тамақтануға келісті. Дегенмен, әр адамның өз ниеті болғандықтан, олар тек өз тағамдарын жасауға көңіл бөлді. Содан кейін Чеген күйеуіне шиені ақырын тамақтандырды. Алайда Юн Чол абайсызда ішіп, жеуге батылы бармады. Өйткені әйелі оның көзінше оны улап өлтіруді жоспарлаған. Юн Чол Сун Мидің еске салғанын есіне алды. Чеген үй қабырғаға у салғысы келгенімен, ол әлі де басқа тағамдарға абай болу керек еді. Сондықтан Юн Чол шие алып жатқандай кейіп танытты, бірақ оны бірден аузына салмады. Оның орнына оны жақсылап жуды. Сосын оны сүртіп, ақырын аузына салды. 5 секундтан кейін еш қиындықсыз Юн Чол жеңіл дем алуға батылы барды. Чеген тұзды алып, табаға құйып жатқанда, Юн Чол бір бөтелке тұзды алып, оған кейінірек балықты бумен пісіргенде қажет болатынын айтты. Чеген оның артықшылығын пайдалана ала ма деп сұрады. Юн Чол оған тұзды азырақ қолдануға құлықсыз түрде кеңес берді. Өйткені шындық, бір бөтелке тұзға у араласқан. Юн Чол лососке көп мөлшерде тұз себуге мәжбүр болды. Өйткені ол бұл Чекеннің сүйікті тағамы екенін білді. Юн Чол ас үйде бос емес кезде Чекен кішкентай құмыраны ақырын ашты. Сосын ішіне ақ ұнтақты күшпен құйып жіберді. Әрине, Юн Чол бұл әрекетті көрді. Ол, әрине, әйелінен ұтыла алмады. Тамақ толы дастархан өте тез жайылды. Үстелдегі тамаққа қарап отырып, Юн Чол қай тағамның улы, қайсысы улы емес екенін анықтауға тырысты. Осы кезде Чекен бірінші тағамды жей бастады. Бірақ оған қолын созған қолы кенеттен бұрылып, оны басқа тұздыққа батырды. Әйелінің еш қиындықсыз тамақтанып біткенін көрген Юн Чол құлықсыз ұсталған шошқа етінің бір бөлігін алып, аузына салды. Бақытымызға орай, бұл тағам улы емес еді. Ысталған шошқа еті бұл қауіпсіз тағам. Осыдан кейін Юн Чол әйелінің жегенінің бәрін жеп жатқанын бақылап отырды. Және, әрине, бұл улы емес. Чекен теңіз өнімдерінің дәмін татпақ болғанда, Юн Чолдың жүзінен күту сезімі пайда болды. Бірақ Чекен оларды аузына салғалы жатқанда, ол кенеттен олардың өткені туралы айта бастады. Олар теңіз өнімдерін жегендіктен теңізде өліп қала жаздады. Егер олар бірге көп жұмыс істемесе, олар әлдеқашан өліп қалар еді. Осы кезде Чекен кенет көзіне жас алып, Юн Чолдан кешірім сұрады. Ол оны улап өлтіргісі келетінін айтты. Чекен уды тамағына құйып жіберді. Ал Юн Чол өлгенде, ол онымен бірге өледі. Ол оны шынымен қатты жақсы көргендіктен, оны өлтіру үшін Сонг Мимен ынтымақтасатын кейіп танытты. Чеген кейінірек Сонг Миде осында бір бөтелке уланған шарап әкелетінін айтты. Чеген Юн Чолға бұл шарапты ешбір жағдайда ішпеуін айтты. Енді оның Юн Чолмен бетпе-бет кездесуге батылы жетпеді. Осылай деп, Чеген қолындағы теңіз өнімдерін жей жаздады. Юн Чол мұны көріп, әйелін бірден тоқтатты. Осы кезде есік қоңырауы соғылды. Әрине, Сонг Ми шарап әкелді. Чекен Сонг Миден кешірім сұрағандай кейіп танытты. Чекен Юн Чолды өлтіре алмайтынын айтты. Чекен Сонг Миді өзінің және күйеуінің істеріне қатыстырғаны үшін шын жүректен өкінді. Мұны естіген Сонг Ми қатты ашуланды. Сонг Ми Чекен оны мазақ етіп жатыр деп ойлады. Ол инстинктивті түрде үстелден тамақ алып, аузына салды. Юн Чол іштей, Сонг Ми бұл тағамның улы екенін ұмытып кетті ме, деп ойлағанына қатты таңғалды. Сонг Ми бұл мәселені түсінгенде тым кеш болды. Ол ауырып, дәл сол жерде есінен танып қалды. Юн Чол әрі қарай жүруге тым қорықты. Осы кезде Сонг Ми қансырай бастады. Ол көп ұзамай тұншығып қалды. Ерлі зайыптылар бұл көрініске куә болып, екеуі де шошып кетті. Әсіресе Ами Чол Сонг Мидің жерде қимылсыз жатқанын көргенде, ол одан бетер үрейленді. Чекен кенеттен Сонг Мидің үстел үстінде жатқан шикі балықтың бір бөлігін жеп қойғанын көрді. Чекен Юн Чолдан оны уландырғын келе ме деп сұрады. Юн Чол бірден тақырыпты өзгертіп, жедел жәрдем шақыру керектігін айтты, бірақ Чекен бас тартудан бас тартты. Ол оның Риу Саксадония линиден алынған уды қосқанын сұрады. Бұл адамды әп-сәтте өлтіретін удың түрі еді. Ол денеге енгеннен кейін оны құтқару мүмкін болмады. Кенет Чекен Юн Чолдың оған балықтың бұл бөлігін жеуге тыйым салғанын есіне алды. Чекен Юн Чолдан оны шынымен өлтіргісі келмейтінін, оған деген сезімі әлі де бар жоғын сұрады. Содан кейін Чекен күйеуінің қолынан ұстап, оқиғаның болғанын айтты. Сондықтан олар мәселені бірге шешіп, оны шешудің жолын ойластыру керек. Бірақ дәл осы сәтте Чжон Бен пайда болды. Екеуі онсыз да қатты қорқып кетті. Енді тағы бір адам кіргенде не істерін білмей қалды. Сондықтан Чекен оларға бірлесіп әрекет ету үшін бөлінуді ұсынды. Юн Чол Чан Баоны тоқтатуға жауапты болады. Ал Чекен барып, Сонг Мидің денесімен айналысады. Чан Бао ішке кіргенде, Юн Чол уақытты созудың жолын іздей бастады. Ол аяғын қысып тұрғанын айтты. Сосын ол Чан Беден бүгін сенің әйеліңе қонаққа барасың ба деп сұрады. Чан Бен таңғалып, егер менің шаруам жоқ болса, мен оны неге іздеп жүрмін деп сұрады. Юн Чол бірден тақырыпты өзгертіп, Чан Беннен әйелін тауып, онымен сөйлесуін өтінді. Юн Чолдың әрекеті Чан Баоны үйде бірдеңе дұрыс емес деп күдіктендірді. Сондықтан Чан Бао есікті итеріп ашып, бірден ішке кірді. Бірақ Чан Бао ерекше ештеңе таба алмады. Дәлелдерді жою үшін Юн Чол тез арада үстелден тамақты алып тастады. Чан Баоның ашаяндарды алып, аузына салғалы жатқанын көрген
Юн Чол шошып кетті де, оны бірден тоқтатты. Юн Чолдың бұл ерекше қылығы Чан Баоны одан сайын күдіктендірді. Юн Чолдың шиеленіскен түрін көріп, Чан Бао жан-жағына қарап, іздер іздей бастады. Ақыры ол нәжісінен қандақтарын тапты. Алайда, бұл Чан Баоны неге бүгін түнде Чекеннің еш жерде көрінбейтініне таңғалдырды. Бұл арада Чекен Сонг Мидің денесімен айналысумен әлек болды. Демек, ол мәйітті осы жерден алып кеткен. Бірақ ол Мин Гю бұл көріністі жоғарыда көреді деп күтпеген. Джан Бен кеткеннен кейін Юн Чхол әйелінің қазіргі уақытта не істеп жатқанына қатты алаңдады. Чекен қаңырап, бос қалған қала маңына барды. Ол сол кезде Сун Мисиға тартқан жазу құрылғысын алып шықты. Ол екеуі Юн Чхолды улап өлтіру үшін бірге әрекет етеді. Содан кейін сақтандыру ақшасын бөледі деп ойлады. Күтпеген жерден Джекін Сун Миді уланған тағамды жеуге итермеледі. Бұл некеде Чекін жеңді деп есептелді. Содан кейін Чекін мәйітті жерлеу үшін шұңқыр қазды. Мұнда бірнеше жылдан бері ешкім болмаған. Бұл абсолютті қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Юн Чол гаражға жүгіріп келгенде, әйелінің сол жерде балшықта тұрғанын көрді. Юн Чол қатты қызығып, Чегеннен Сонг Мидің денесіне бірнеше рет шебер ота жасатқаннан кейін оның қалай сабырлы болатынын сұрады. Ақырында Сонг Мидің адам өмірі болды. Чекен де өте дәрменсіз еді. Ол мұны тек оған көмектесу үшін жасағанын айтты. Юн Чол сол сәтте Сонг Миді өз қолымен өлтіргені үшін өзін қатты сөгіп тастады. Джекін оны тыныштандырды. Бәрі жақсы, ол да мәйітті құтқаруға қатысқан. Сондықтан олар сыбайластар болды. Джекін күйеуін құшақтап, оған ешқандай проблема болмайтынына сенімді болуын айтты. Бірақ олардың білмегені сыртта біреу тұрып, олардың әңгімесін тыңдап тұрған. Әйелі детекторды алып, 10 жыл бойы тұрған үйін түгел сканерлеп жатқанда, кенеттен құрылғы дабыл қақты. Чекен сигналды бақылап, ақыры шарап шкафының жанындағы электр розеткасында ақау бар екенін анықтады. Бұл олардың үйіне біреудің кіріп кеткенін дәлелдеу үшін жеткілікті болды. Бұл ерекше оқиғаның астарында қандай да бір құпия жатқаны сөзсіз. Келесі күні таңертең Чекен күйеуін есік алдына шығарып салғанда, күтпеген жерден пошта жәшігінен хат тауып алды. Юн Чол оны ашып, жіберушінің N31 екенін анықтады. Ол жақында Чегенді ұрлап әкеткен адам. Бірақ бұл Ю Мин емес еді. Өйткені Ю Миннің өлгені анық болды. Бірақ хаттағы бір ғана сөйлем Юн Чолды дүрбелеңге салуға жеткілікті болды. Оны оқығаннан кейін Чекен оның көзіне сенбеді. Ал Юн Чол қатты қорықты. Мұны көрген Чекен бірден күйеуіне үйге кіруге көмектесті. Үйге кірген Чекен қорқынышын жасыра алмады. Күтпеген жерден олардың қасында белгісіз жау пайда болды. Бұл жұмбағы адам 31 нөміріне еліктеп, егер олар 5 миллиард вон бермесе, Сонг Миді өлтіргендерін көпшілік алдында жариялаймыз деп қорқытты. Содан кейін Чекен Юн Чолға Сонг Миден 5 миллиард вон алуды. Содан кейін дүкенге оралып, әдеттегідей жұмыс істеуді ұсынды. Чекен күйеуіне бәрі жақсы болады деп сендірді. Ең көп дегенде, олар ақшаны осы жұмбақ адамға береді. Шын мәнінде Чекюн күдіктінің қабылдауында болған. Бірақ ол бұл туралы Юн Чулге айтпауды жөн көрді. Содан кейін Чекюн Чан Бенді іздеуге өзі барды және оған бірдеңе көрсеткісі келетінін айтты. Содан кейін ол N31-ден шантаж хатын алып шықты. Чан Бен күлді де, бұл сөзсіз оларға жіберілмегенін айтты. Өйткені ол Чекюн алдында сәтсіздікке ұшырады. Ол өткен жолғыдай тәуекелге қалай барды. Джекен де Чан Беннің өтірік айтпағанын көрді. Осы уақыт ішінде Чан Бен Сонг Мидің шынымен өлтірілгенін де білді. Алайда Чекен мүлде қорықпады. Керісінше, олардың отбасы екенін айтты. Чан Бен іштей ойлады. Кім Чекен сияқты арамза адаммен отбасы болуға батылы барады. Бірақ үйде бақылау құрылғысының болғаны жұмбақ адамның олардың үйін жақсы білетінін дәлелдеу үшін жеткілікті болды. Алайда, олардың үйін жақсы білетін марқұм Сон Миді қоспағанда, Юн Чол да әйелінің бұйрығын тыңдады. Ол Сон Мидің үйіне 5 миллиард вон алу үшін барды. Бірақ ол кетейін деп жатқанда, ол таныс үйіне бұрылды. Таныс жүзді көргенде, екеуінің бірге бақытты болғаны есіне түсті. Енді ол бұл жерде Сонг Миді енді көре алмады. Юн Чолдың санасында хаос орнады. Содан кейін ол жүксалғышқа 5 миллиард вон салды. Бірақ жүксалғышты ашқанда бірден елес пайда болды. Ол үнемі жүксалғышта Сон Мидің денесі жатқанын сезетін. Ду Хен Сон Мидің көмекшісі бүгін неге келмеді деп сұрағанда, Юн Чол қорқып, бүгін сұрағанын айтты. Бірақ Юн Чолдың мазасыз көзқарасы бар қызметкерлеріне бірдеңе дұрыс емес екенін сездірді. Юн Чол Сон Ми туралы ұмыту үшін ішуді көздеген. Бірақ ол ішкеннен кейін одан да қорқынышты болады деп күтпеген. Ол одан да ерекше нәрселерді естіді. Юн Чол Сон Мидің құлағына сыбырлаған дауысын естіп, тіпті галлюцинация жасай бастады. Осы кезде оны іздеуге полиция келді. Юн Чол инстинктивті түрде полиция қызметкерінің мойнынан ұстап алды. Бақытымызға орай, Чите оны дер кезінде тоқтатып, Юн Чолды біраз есін жиды. Бірақ Чите әдеттен тыс нәрсені тез байқады. Ол жерде ешкім болмағаны анық, бірақ жер үйінділермен көмкерілген. Юн Чол қандайда бір ынталандырудан өткен болуы керек. Дәл осы кезде Джекін үйді аралап жүріп әнді шырқады. Ол өте жайбарақат көрінді. Бірақ шын мәнінде ол бұл жұмбақ адамды бастамашылыққа қалай итермелеу керектігін ойлады. Юн Чолға келетін болсақ, ол Сун Мимен түскен суретті көргенде
өзін ұстай алмай, кездейсоқ шындықты айтты. Ол Сун Мидің тым аянышты екенін айтты. Ол өзінің оқу және жұмыс істеу қабілетіне және аспирантураға түсу емтиханына сене алатыны анық. Бірақ ол өзі сияқты жаман жігітті кездестіріп, оның жарқын болашағын құртты. Ол тіпті қайғылы түрде қайтыс болды. Чи Те Юн Чхол өзінің қылмысын мойындайды деп күтпеген еді. Бірақ ең қызығы, Юн Чхол анық мойындады. Бірақ полиция көлігі жанармай құю бекетіне тоқтаған кезде ол дәретханаға барғысы келетінін айтты. Бұл жолы Юн Чхол көліктен түскенде полиция не болып жатқанын түсіне алмады. Полиция көлігінен түскен соң Юн Чхол оны сол жерде күтіп тұрған көлікке қарай беттеді. 2 рет ойланбастан ол бірден көлікке отырды. Ішінде отырған адам Джин Су болып шығады деп күтпеді. Дәл қазір полиция көлігінде отырған Юн Чхолға зымыс хабарлама келіп түсті. Жұмбақ адам Сун Мидің өліміне куә болғанын айтты. Жұмбақ адам Юн Чхолға: "Егер сен менің кім екенімді білгің келсе, алдыңғы жағында жыпылықтайтын шамдары бар қара көлікке қалай міну керектігін ойлауың керек", деді. Бірақ Юн Чхол жасағаннан кейін ол бірден өкінді. Юн Чхол Джин Судан көлікті тоқтатуын өтінді. Бірақ Джин Су Юн Чхолға арналған жазбаны қосып қойды. Джин Су Чекен сол түні мәйітті тастауға кеткенде оның соңынан ергенін айтты. Ол қаңырап, бос қалған қала маңындағы қылмыс болған жердің бәріне куә болды. Дәл осы магнитофонды Чекен сол жерге тастап кеткен. Оны Джин Су көтеріп алған. Магнитофон Чеген мен Сонг Ми арасындағы ынтымақтастықты жоспарлаудың бүкіл процесін жазып алған. Чеген Сонг Миге тамақ ішуге келгенде барлық тағамның улы екенін және тек лосос ғана қауіпсіз екенін есте сақтау керектігін еске салды. Чеген Сонг Миге оны қателесіп жемеуді бұйырды. Ал сол кезде Сонг Ми жеген тағам шынымен лосос болды. Бұл сонымен қатар Чекеннің Сонг Миге оны жеуді әдейі айтқанын білдірді. Көп ұзамай Джин Су Юн Чхолды қаңырап, бос қалған қала маңына алып кетті. Джин Су Юн Чхолға Сонг Мидің денесі осында жерленгенін айтты. Юн Чхол бұған сене алмай, қарау үшін көліктен түсті. Юн Чхол Джин Судан мұның бәрін неге айтып бергенін сұрады. Джин Су тікелей жауап бермеді. Тек Юн Чхолға сөмке беріп, оның ішінде Чекеннің қылмыс жасауға арналған құралдары бар екенін айтты. Қолындағы аяқ киім мен құрал саймандарға қарап отырып, Юн Чхол мысқылмен Джин Судың да Чегенге опасыздық жасайтынын байқады. Юн Чхол Джин Суды өзінің шектеулілігі үшін мазақ етті. Ол Чегеннің қашып кету үшін өз өмірін қатерге тігіп, Юн Чхол үшін денесін жасырғанын көргендіктен ғана Джин Су Чегенге опасыздық жасауға жүрегі бар еді. Джин Су Юн Чхолға Чекеннің қылмыс жасағанын білетін жалғыз адам Юн Чхол екенін еске салды. Егер Юн Чхол өзін қорғағысы келсе, ол өз таңдауын жасау керек. Чекен не болып жатқанын мүлде түсінбеді. Ол әлі де Юн Чхолға телефон соғып тұрды. Алайда ол өте алмады. Ол қанша рет қоңырау шалса да, кенеттен бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Әрине, Юн Чхол мойындау үшін полиция бөлімшесіне барды. Бірақ бұл жолы ол сөмкесін өзімен бірге алып келіп, Сун Миді әйелі екеуі өлтіргенін қатты айтты. Содан кейін ол тіпті дәлелдер келтірді. Аяқ киімін суырып алғанда, Ю Минді өлтірген оның әйелі де екенін айтты. Бірақ Чи Те аяқ киімін алып, оған қараған бойда бірден ашуланып, "Сен сияқты күйеу әйелін бейтаныс адам сияқты түсінбейді" деп айтты. Сіздің әйеліңіз 36 өлшемді аяқ киім кигені анық еді. Бірақ бұл аяқ киім 38 өлшемді. Юн Чхол аң-таң болып, не болып жатқанын түсінбей қалды. Бұл оның бұрын лақтырып жіберген аяқ киімдері екені анық. Джи Тай бұл аяқ киім Ю Минді өлтірген өлтірушіге тиесілі болуы мүмкін деп болжады. Оның үстіне бұл адам олардың қасында болуы мүмкін. Осы кезде олардың алдынан кенеттен Сун Ми шықты. Юн Чхол әбден абдырап, не болып жатқанын түсінбей қалды. Өлген Сун Мидің қайта пайда болғанын көрген Юн Чхол бұған сене алмай, Сун Миге қолын тигізуге тырысты. Ақыры ол бұл жолы елес емес екеніне көз жеткізді. Полицияны адастырмас үшін Сонг Ми олардың үнемі жанжалдасып жүргендерін айтты. Полиция бөлімшесінен шыққан соң Юн Чхол өзін ақымақ сезінді. Бұған дейін әйелі оған қарсы қастандық жасамақ болған. Ал қазір оны бірге әрекет еткен әйелі мен қожайыны азаптап жатыр. Сун Ми Юн Чхол оның неге әлі тірі екенін білгісі келеме деп ойлады. Бірақ Юн Чхол Сун Миді тағы бір рет ұрды. Бұл жолы ол шындықты білмеді. Бірақ осыған байланысты ол кейін өкінетін бір нәрсе болды. Бір қарағанда Чекен үйде ән шырқап жатқан сияқты. Бірақ шын мәнінде ол жұмбақ адамды өзін қалай ашуға болатынын үнемі ойлап жүрді. Содан кейін Чекен телефон соғып жатқандай кейіп танытып, істің қалай жүріп жатқанын, 50 миллион бір ақша жинағанын сұрады. Жауап алғаннан кейін Чекен бұл кісіден оған жарты сағат ішінде жедел жеткізу арқылы ақша жіберуін өтінді. Жеткізу көлігі олардың үйінің алдына өте тез тоқтады. Көршісі Али Хи көшеде ұзақ күтті. Үлкен қораптың жеткізіліп жатқанын көріп, ол бір уақытта уайымдап, қуанып, курьерге алғысын білдірді. Юн Хи қорапты алу үшін еңкейгенде, оның артында Чекен баяу пайда болды. Содан кейін Чекен бірден ризашылығын білдірді. Джекін Юн Хиден: "Сен маған сәлемдеме алуға қол қоюға көмектестің бе? Өйткені мен үйде болмадым", деп сұрады. Юн Хи бірден серуеннен оралғанын және жас жігіттің тауарды сүйреп апаруға тырысып жатқанын көргенін түсіндірді. Сондықтан ол көмектескісі келді. Чекен ұзақ уақыт бойы не болып жатқанын жасырын бақылап келеді. Ол үйіне тыңдау құрылғысын кім орнатқанын білгісі келді. Енді Чекен оның кім екенін білді. Алайда Чекеннің Юн Хиді әшкерелеуге ниеті жоқ еді. Керісінше, ол Юн Хиге оның ынта жігері үшін алғысын білдіргенде кейіп танытты. Содан кейін Чекен көршісінің көзінше қорапты ашып,
Юн Хиден оның біразын алғысы келетінін сұрады. Чекен оның үйіндегі дәретхана қағазының бәрі таусылғанын, және ол біреуін сатып алып, біреуін тегін ал акциясы бар екенін көргендіктен сонша көп сатып алғанын айтты. Осыны айтқан соң, Чекен екі қағаз пакетті алып, жақсы нәрселермен бөлісу керек екенін айтты. Бірақ Юн Хи Чекеннің қаншалықты күшті екенін ешқашан білмеді. Үйге кірген кезде Юн Хи ашуланып, үйілген қағаздарды бір жаққа лақтырып жіберді де тыңдай берді. Кен үйге кірген бойда, ол бірден қорапты тастап, ән айтып, бар күшімен итеріп жіберді. Қатты дыбыс Юн Хидің құлақ қалқанын ауыртып жіберді. Алайда Джекен Юн Хидің де 5 миллиард вон үшін аң аулап жүргенін күтпеген еді. Джекен бір күні Юн Хи мен оның күйеуінің бір-біріне қалай жақын болғанын көргенін есіне алды. Мүмкін, екеуі бұл ақшаны бірге жинауды жоспарлаған шығар. Оның үстіне, олар бір жерге шыққан сайын Аяхи мен оның күйеуі әңгімеге бастамашы болды. Бір қарағанда, бәрі бір-бірін үлгілі жұп ретінде мақтайды. Бірақ бұл рас па, жоқ па, оны өздері ғана біледі. Соңғы рет Чекен ауруханадан амнезиямен оралғанда, Юн Хи мейірімділікпен бастама көтеріп, бұл туралы Чегеннен сұрады. Чеген рахмет деп айтқаннан кейін, ол бірден Юн Хидің ұлын оның әдемі болғаны үшін мақтады. Мұны естіген Юн Хидің бетіндегі ыңғайсыздық бірден байқалды. Ол кезде Джеген шынымен амнезиямен ауырған. Ол олардың ерлі зайыптылар екенін білмеді. Бақытымызға орай, Юн Чол бірден сөйлеп, әйелі құлап, миында ақау бар екенін айтты. Ол оларға назар аудармауды бұйырды. Алайда Юн Хи әлі де қатты ашуланды. Юн Хи күйеуінің өзінен әлдеқайда жас екенін кез келген адам байқай алатынын білді. Бірақ бұл күйеу мүлде қабілетсіз емес еді. Мен күйеу бастапқыда 5 миллиард вон ұтып алу үшін Сун Мимен серіктес болуды жоспарлаған. Ол Сун Ми оны жақтап, кездейсоқ шындықты ашады деп күтпеген. Мен күйеу олардың үйленбегенін, тек жалған жұп екенін айтты. Күндіз ол жұмысқа кеткенде кейіп танытып, кешке үйіне қайтып, үлгілі күйеуіндей әрекет ететін. Оның үстіне екеуі ұзақ мерзімді келісімшартқа отырған. Алайда Юн Хи оған бірнеше айлық жалақысы үшін қарыз болды. Сондықтан ол ақша табудың басқа жолын ойлап тапты. Мен күйеуі жасырын түрде Чекеннің үйіне тыңдау құрылғысын орнатқан. Осыдан кейін ол күн сайын олардың үйінде болып жатқанның бәрін тыңдайтын. Олардың Сонг Миді өлтіргенін білгеннен кейін оның мүмкіндігі бар екенін түсінді. Сондықтан ол шантаж хатын Чекеннің кіріс жәшігіне тығып қойды. Бірақ Юн Хи бұл көріністі көрді. Содан кейін екеуі түні бойы бір-бірімен сөйлесіп отырды. Юн Хи Ю Минді өлтіргенін мойындады. Бірақ Мин Гю бұл туралы біраз уақыттан бері біледі. Дәл осы сәттен бастап, ол Чекен мен оның күйеуіне назар аудара бастады және 5 миллиард вонды бақылай бастады. Ол Ю Мин қайтыс болғанда, Юн Хидің рухы өте оғаш болғанын айтты. Оның үрейленуі үшін жаңалыққа бір қарау жеткілікті болды. Мин Гю Юн Хи Ю Миннің 5 миллиард вонды қайда жасырғанын білу үшін кеңестерді пайдаланған болуы керек деп ойлады. Сондықтан Юн Хи ақша табу үшін бөлмесіне жасырын кіргісі келді. Осы кезде Ю Мин күтпеген жерден оралды. Осыдан кейін олар жанжалдасып, үрейленіп, Юн Хи Ю Миннің Богинаның суретін лақтырып жіберді. Ю Мин картинаны алуға тырысып жатқанда, Юн Хи мүмкіндікті пайдаланып, Ю Минді итеріп жіберді. Нәтижесінде бұл Ю Миннің өліміне әкелді. Бұл орын алғандықтан Юн Хи Мин Гюге ынтымақтастықты ұсынды. Алайда олар Чегенді бағаламады. Юн Хи тыңдаған телефонның неге сонша қатты дыбыс шығарғанын сұрамады. Себебі Чекеннің кек алатын уақыты келді. Чекен тортты одан да әдемі етіп көрсету үшін стендті жасырын ұнтақпен сипады. Содан кейін ол шарап арбасын итеріп жіберді де розеткаға дәмді торт жасап жатқанын айтты. Юн Хидің қорқып кеткені сонша, ол бірден Мин Гюге телефон соқты. Бірақ Мин Гю да өзі сияқты жасырын жұмыспен айналысты. Сондықтан ол қоңырауға мән бермеді. Юн Хи оған маңызды бірдеңе болып жатқаны туралы хабарлама қалдырды. Телефон қоңырауларының жазбасы табылды. Олар енді не істеуі керек? Осы кезде есік қоңырауы соғылды. Күтпеген жерден Джекін тортты өзі әкелді. Содан кейін Юн Хи Чегенге жайбарақат шай құйып берді. Бірақ шын мәнінде ол қатты қобалжыды. Чекен енді кейіп танытуға алаңдамай хатты алып шықты. Содан кейін Чекен достық қарым-қатынаста болды. Және Юн Хиден мұны менің кіріс жәшігіме салып жатқан біреуді көрдің бе деп сұрады. Хатта олар Сун Миді өлтіргені үшін есеп бермеу үшін 5 миллиард вон алу керек деп жазылған. Чекін Юн Хиден Мин Гю мұны істеді ме деп сұрады. Юн Хи сабырлы болуға тырысты және Чекюннің не туралы айтып тұрғанын түсінбейтінін айтты. Чекін таң қалғандай кейіп танытып, Сонг Мидің өлімі туралы хабарды кім тарататынын айтты. Сонг Мидің әлі тірі екені көрініп тұрды. Сонг Ми жоспарды жүзеге асыруда Чегенмен жаңа ғана ынтымақтасатын болып шықты. Сонг Ми уланған тамақты жеп жатқандай кейіп танытты. Бірақ оның бір қап жалған қанды жұтып қою мүмкіндігі болды. Содан кейін ол тістеп алып, қанды түкіріп тастады. Осыдан кейін олар Юн Чолды сәтті алдады. Чан Баоның кенеттен пайда болуы да олардың жоспарының бір бөлігі болды. Осыдан кейін Чекен күйеуіне Чан Баоны тоқтатуды бұйырды. Ал Чекен мүмкіндікті пайдаланып, Сонг Ми сахнасын тез арада бұзды. Олар ешқашан бірге жаттығу жасамаған, бірақ олар өте жақсы жұмыс істеді. Чекін тіпті Сонг Миге денені көтеріп, лақтырып жібергендей кейіп таныту үшін жүксалғышта жатқандай кейіп танытуды айтты. Чекін шұңқырға лақтырып жібергені шын мәнінде жай ғана киім жиынтығы болды. Юн Чол шындықты білгенде қатты ашуланды. Сонг Мидің мақсаты ақша болды. Ол қосалқы кілтті пайдаланып,
Юн Чолдың көлігінен 5 миллиард вонды оңай шығарып алды. Юн Чол үйге келгенде қатты ашуланды. Осы кезде кенет үстел үстінде жатқан хатты көрді. Хатта Чжэ Кеннің ұрланғаны айтылған. Ұрлаушы оған 5 миллиард вонды төлем ретінде дайындауды бұйырды. Егер ол полицияға хабарласа, Чжэ Кен өледі. Юн Чол мұны оқығаннан кейін есінен танып қала бастады. Ол Чжэ Кен бұл жолы да оны алдауды жалғастырғысы келеді деп ойлады. Сондықтан Юн Чол енді бұл хатқа сенбейді. Дәл қазір Чжэ Кен Йен Хиге сұрақ қойғаннан кейін Чжэ Кен кейіп танытуды қойды. Чжэ Кен Йен Хидің қолынан ұстап, оған барып мойындауын айтты. Мұны естіген Йен Хи бірден есінен танып қалды. Ол неге мойындау керектігін сұрады. Чжэ Кен бірден Ю Мин үшін әділеттілікті талап етті. Чжэ Кен Ю Минді баспалдақтан итеріп жіберген Юн Хи екенін айтты, бірақ Юн Хи басқаларды әдейі кінәлады. Юн Хи есінен танып, ұрлауды ұйымдастыруды кім айтты? Оны өзіне тарту үшін осы 5 миллиард вонды пайдалануды кім айтты? Юн Хи бәріне Чжэ Кен кінәлі деп ойлады. Күтпеген жерден Чжэ Кен Юн Хиді мазақ ете бастады. Чжэ Кен менің ұрлауды ұйымдастырғанымның саған еш қатысы жоқ екенін айтты. Чжэ Кен де Юн Хиді арандатып, оған осылай қараған кезде Мен Гю екеуінің шынымен үйленгеніне ешкім сенбейтінін айтты. Бірақ Чжэ Кен ақылды болды және ешқашан өз аумағында жауды арандатпайды. Чжэ Кеннің басқа жоспарлары болғаны анық. Осы кезде Юн Хи қатты ашуланып, пышақты суырып алып, Чжэ Чжэннің арқасынан ұрды. Бұл пышақ Чжэ Чжэннің арқасынан өтіп бара жатқанда, Юн Хи енді өзінің ниетін жасырмады. Юн Хи Чжэ Кенге 5 миллиард вон беруді ашық айтты. Екінші жағынан, Юн Чол әлі де ашулы еді. Ол Чжэ Кеннің не істегісі келетінін білмей күбірледі. Ашуланған Юн Чол сақинаны шешіп, лақтырып жіберді. Бірақ бәрібір көңілі толмай, әйелін жынды деп атай берді. Әйелі үйге қауіпсіздік камерасын орнатқан, орнатпағанын білу үшін қолдары әр жерден дірілдеп тұрды. Алайда Юн Чол әйелінің шынымен ұрланғанын, тіпті оны пышақтап өлтіргенін білмеді. Ал Чжэ Кенді ұрлап әкеткен адам көрші тұратын Юн Хи болатын. Юн Чол ашуын шығару үшін үйде болған кезде оны кенеттен полиция іздеп тапты. Юн Чол ашуланып, полицейлерден түнде неге сонша кеш келгендерін сұрады. Бірақ полиция оны іздеген жоқ. Бірақ көршісінің үйі неге бос екен? Юн Чол іштей, мұның оған қандай қатысы бар деп ойлады. Бірақ полиция оны еш жерден іздемеді. Өйткені олар Ю Миннің картинасынан Юн Хидің саусақ іздерін тапты. Бұл Юн Чолға бірдеңе дұрыс емес екенін сездірді. Ол жерден қоқан лоққы хатын алып шықты. Бұл туралы полициямен сөйлесейін деп жатқанда, кенет оның мойнына пышақ тиді. Юн Чол тек жұмбақ адамның нұсқауын орындап, полицияға үйдегі әйелінің шетелге демалуға кеткенін хабарлай алады. Ол полицияны қуып жібергеннен кейін, Юн Чол әйелінің шынымен ұрланғанын сол кезде ғана білді. Бірақ ол бірден әйелі олармен тұзақ құрып, одан 5 миллиард доллар тартып алу үшін сөз байласып жатырма деп ойлады. Шамасы, Мен Гю шыдамы таусылып, Юн Чолдан ақшаны тез арада қайтарып беруін өтінген. Юн Чол Мен Гюді гаражға апарып, ақшаның жүксалғышта екенін айтты. Бірақ оны ашқанда ішінде ештеңе жоқ екенін көрді. Тіпті Юн Чол ақшаның неге жоғалып кеткенін білмеді. Бірақ пышақ әлі де мойнына қысылып тұрды. Сондықтан Юн Чол қатты қорықты. Юн Чол өзінің болжамын Мен Гюмен бөлісті. Ол ақшаны Сонг Ми алған болуы мүмкін деді. Шынында да Сонг Ми ақшаны алды. Осы кезде Юн Чол оған жүгіріп келіп, гольф клубын алып, Чжэ Кенмен қалағанын істей алатынын айтты. Содан кейін Мен Гю бұған мән бермей тұрғанда, Юн Чол гараждан жүгіріп шықты. Мен Гю мұны көріп, бірден Юн Хиге қоңырау шалып, оның орнын тез ауыстыруын өтінді. Юн Чол қашып қана қоймай, оны полицияда іздей бастады. Осы кезде Чжэ Кен қимылсыз жерде жатты. Юн Чол жаңа ғана қашып кеткен еді. Оған белгісіз нөмірден қоңырау түскен. Ол қобалжып, жауап беру түймесін басып, қоңырау шалушының Джин Су екенін білді. Йен Чол ашуланып, Джин Судан не қалайтынын сұрады. Йен Чол Джин Су мен Чжэ Кеннің бірге жұмыс істейтінін білетінін айтты. Бірақ Джин Су Юн Чолдың өзі сенуі керек пе, сенбеуі керек деді. Джин Су жаңа ғана Чжэ Кеннен біртүрлі хат алды. Бірақ Юн Чол ашуланып, оған мән бермейтінін айтты. Юн Чол Джин Суға оны енді олардың істеріне тартпауын айтты. Мұны естіген Джин Су бұл оның ісі деп жауап берді. Джин Судың үні Юн Чолды біраз үрейлендіргені анық. Джин Су жаңа ғана хат алды. Онда оған бірдеңе болып қалса, бұл хатты Юн Чолға тапсыру керек деген жазба бар. Содан кейін ол оған Юн Чолға бар шындықты айтуға көмектесу керек. Ол сондай-ақ соңғы 6 жылда Джин Суға алғысын білдіргенін айтты. Сонымен қатар, ол өткендегі махаббат хатында тіркеді. Әрине, Юн Чол шынымен де Джин Суды іздеп келді. Бірақ ол Джин Су мен Чжэ Кеннің не істеп жатқанын және олардың қанша уақыт бірге болғанын сұрауға келді. Бірақ Джин Су одан қызғаншақ па деп сұрады. Содан кейін Джин Су алған хатын Юн Чолға берді. Юн Чол ақымақ емес еді. Ол 31 саны екеуі де қолданатын құпия код емес пе деп сұрады. Бірақ Джин Су Юн Чолға 31 саны Чжэ Кен мен оның арасындағы уәде екенін айтты. Сол күні түстен кейін Юн Чол Джин Судың дүкенінде Чжэ Кенге ұсыныс жасаған кезде 31 қарашада әйелі қалдырған хатқа қарап,
Юн Чол не істерін білмей қалды. Юн Чол егер оған бірдеңе болса, Джин Су оған хош иісті таяқша жағуы керек деген сөз тіркесін қалдырды. Дже Кен оянғанда, ол үйде жатқанын көрді. Күтпеген жерден Юн Хи өте ақылды болып шықты. Ол ең қауіпті жердің бір уақытта ең қауіпсіз жер екенін білді. Ал Юн Чол бұл уақытта сыртта болды. Ол ұрлаушының келесі қадамын күтті. Юн Чол өте тез арада бейне хабарлама алды. Бейне жазбаны ашқаннан кейін Юн Чол Дже Кеннің онымен соңғы рет әлсіз дауыспен қоштасқанын көрді. Юн Чол қатты толқып, не істерін білмей қалды. Бірақ Юн Чол ұрлаушының 5 миллиард вон алғысы келетінін анық білді. Юн Чол Сонг Миге телефон соғып, оның көлігінен 5 миллиард вон алып кеткенін сұрады. Сонг Ми не істегісі келетінін сұрады. Юн Чол Сонг Миден оған біраз уақыт қарыз беруін өтінді. Сонг Ми оны әдейі қорлады. Ол әйелін ұрлап кетті және оған тағы да ақша керек болды деген сылтауды қолданып жатыр ма деп ойлады. Юн Чолдың көзіне жас алып, бұл жолы бәрі шынымен болғанын айтты. Дже Кен шынымен ұрланған. Мұны Юн Хи жасаған болуы әбден мүмкін. Сонг Ми Юн Чолға Дже Кеннің жақсы болатынына сенімді болуын айтты. Дәл қазір Дже Кен Сонг Миге оны дүкенде күтуін айтты. Юн Чол бұл тұзақ деді. Шынында да Сонг Ми бұрылып бара жатқанда дүкенге бір жұмбақ адам кіріп келді. Юн Чол Сонг Миге көшеге жүгіріп шығуды бұйырды. Келген адам Мин Кюдің көршісі болатын. Юн Чол дүкенге жүгіріп келгенде Сонг Мидің бұрышта байланғанын көрді. Ал қалған 5 миллиард вонды Мин Кю алып үлгерді. Бақытымызға орай Сонг Ми Мин Кюдің аяғын қайшымен жарақаттады. Сондықтан Мин Кюдің алысқа баруға уақыты болмады. Сонг Ми Юн Чолға оны қуып жетіп 5 миллиард вонды қайтарып беруін айтты. Сонг Ми оларды Юн Чолға қарызға беруі мүмкін еді. Бірақ ол оны қайтаруды ұмытпауы керек еді. Әрине, Мин Кю ауыр жарақат алды. Ал Юн Хи қазірдің өзінде 50 литр бензин дайындап қойған. Бұл Дже Кенді шошытып жіберді. Осы кезде Мин Кю Юн Хиге қоңырау шалып, оған 5 миллиард вон алғанын айтты. Бірақ Юн Хи Мин Кюге ақшаны алып қашып кетті. Мин Кю Юн Хиден осы уақыт ішінде оның қандай бос сөз айтып жатқанын сұрады. Бұл жақта Юн Чол асығыс жан-жақтан іздеп жүгірді. Бірақ Мин Кюді ешқашан таба алмады. Егер ол Мин Кюді таба алмаса, Дже Кен үшін төлем ала алмас еді. Бірақ дәл қазір Дже Кен қайда қамалып отыр? Кенет Юн Чхол ерекше бір нәрсені байқады. Дже Кеннің қолында 2 сақина болды. Юн Чхол ашуланған кезде сақинасын шешіп, лақтырып жіберетінін есіне алды. Ал Дже Кеннің қолындағы сақина дәл осы сақина болатын. Юн Чол әйелінің мұндай ақылды болып шығады деп күтпеген. Юн Хи алаңдап кеткенде Дже Кен жөтеліп жатқандай кейіп танытып, оның қолына Юн Чолдың жерге лақтырған сақинасын тағып алған. Енді Дже Кеннің қайда екенін білген соң 5 миллиард вонның қажеті болмады. Алайда Юн Чол Юн Хи толқып, бүкіл үйге бензин шашып, содан кейін оттықты алып кетеді деп күткен жоқ. Дже Кен сол кезде әйелдер зорлық, зомбылық көрсеткенде, олар адам болудан бас тартатынын анықтады. Юн Хи екіленіп тұрғанда, кенет Юн Чхол кіріп келді. Дже Кен Юн Чхол қашып кет деп айтты. Бірақ Юн Чхол әйелімен ажырасуға шыдай алмады. Олардың әлі де бір-біріне деген сезімдері бар екеніне сенбеді. Сондықтан ол оларға не біреуі қалуы керек, не екеуі де қалуы керек екенін айтты. Бірақ дәл осы ұсынысты Дже Кен күтіп тұрды. Ол күйеуіне оған деген сүйіспеншілігі үшін алғысын білдірді және ақырында ол кетер алдында жаңа аяқ киімге ауысады деп үміттенетінін айтты. Юн Чол қатты ұялды. Бірақ ол Дже Кеннің бұған себептері бар екенін анық білді. Юн Чол аяқ киімнің шкафын ашып, ішінен өрт сөндіргішті тапты. Күткендей, Дже Кен өте ақылды әйел болған. Күтпеген жерден дәл осы сәтте Мин Кю кенеттен пайда болып, пышақты Юн Чолдың мойнына қойды. Юн Хи де Мин Кюдің қайтып келеді деп ойлаған жоқ. Оның үстіне Мин Кю Юн Хиге 5 миллиард вон алып, бірінші орыннан кетуді бұйырды. Дже Кен күлді. Ол бұл жалған жұптың бір-біріне деген терең сезімдері болады деп күтпеген. Аяхи ашуланып, оттықты бірден лақтырып жіберді. Дже Кен өлер алдында ол кенеттен күлді. Бұл Юн Чолды қатты ұятқа қалдырды. Әрине, бұл әрекет оны да ашуландырып, оның оттықты бірден лақтырып жіберуіне себеп болды. Зажигалка бензин бассейніне түсіп, бірден өртеніп, перделерге жайылып кетті. Мин Чун өртті сөндіру үшін асығыс жүгірді. Өйткені өрт шыққан бойда олардың қайда екенін бәрі біледі. Бақытымызға орай, өрттер кезінде сөндірілді. Мин Кю Юн Хиге бұдан былай қателік жібермеуді бұйырды. Бірақ Юн Хи бұл жолға аяқ басқан бойда бәрі анық болады деп ойлады. Содан кейін бізде кері бұрылуға мүмкіндік болмас еді. Юн Хи дереу жерден пышақ алып, Юн Чолды ұрып жіберді. Юн Чолдың пышақталғанын көрген Дже Кен оның бұл іске араласуын күтпеген. Юн Хи де қатты қорықты. Юн Чол ауыр жарақат алды. Күйеуінің бірте-бірте әлсіреп бара жатқанын көрген Дже Кен ашуланып, бар күшін салып, екі адамды қарама-қарсы жақтан итеріп жіберіп, үстелдегі шамдарды қағып жіберді. Өрт бірден тұтанды. Бақытымызға орай, біраз уақыт емделгеннен кейін Дже Кен жаяу жүрудің аздап ыңғайсыздығын қоспағанда, қалғанының бәрі қалыпты жағдайға оралды. Бірақ ең таңғаларлығы, полиция әлі күнге дейін Мин Кю Юн Хиді таба алмады. Юн Чул ауыр пышақ жарақатын алғанымен, оның аман қалу бақыты бұйырды. Үй өртеніп кеткен соң, екеуі қайын енесінің саяжайына бірге тұруға кетті. Сонг Ми де кофехананы алды. Оны Дже Кен оның қалауы бойынша сыйға тартты. Мин Кю мен Юн Хи қазір өте бақытсыз өмір сүріп жатыр.
Өйткені полиция олардың тұрғылықты жерін іздеуді ешқашан тоқтатқан емес. Олардың өмірі қашу күндеріне толы болды. Сол күні Юн Чол пакетті алды және ол Америкадан жөнелтілді. Содан кейін олар пакетті жіберген адаммен кездесуге келісті. Жіберуші қағаздарды алып, оларға қол қоюын өтінді. Юн Чол не болып жатқанын түсінбеді. Ол ұрлаудан сақтандырудың не үшін қажет екенін білмеді. Жіберуші олардың мүлкі тоналғанын, үйі өртеніп кеткенін және денелері дене жарақатын алғанын түсіндірді. Сондықтан олар толық өтемақы алады. Юн Чол олардан қанша өтемақы алатынын сұрағанда, жіберуші 16 миллиард вон деп жауап берді. Юн Чол оны дұрыс естімедім деп ойлап қайта сұрады. Бірақ Чжэ Кен осы уақыт бойы өте сабырлы болды. Бәрі оның жоспары бойынша жүріп жатқандай болды. Содан кейін жіберуші оған өте маңызды жаңалықты жеткізді. Ол алушының күйеуі болу керек екенін айтты. Бұл сонымен бірге алушының Юн Чол екенін білдіреді. Сондықтан Юн Чол тіпті жақсы оқу үшін көзілдірік киді. Бенефициарды көрсететін N31 тармақты көргенде, Юн Чол ақырында N31 таңбасының мағынасын түсінді. Юн Чол қарсы тұра алмай, әйеліне бұрылды. Осы уақыт ішінде Чжэ Кен оған емес, күйеуіне мұқтаж болып шықты. Юн Чхол қол қойған кезде Чжэ Кеннің бүкіл жоспары тамаша аяқталды. Өртті Чжэ Кен әдейі жасаған болып шықты. Содан кейін Мин Гю мен Юн Хи кетпекші болғанда, Чжэ Кен ынтымақтастық жоспарын ұсынды. Чжэ Кен екеуіне оны және Юн Чолды подъезге апаруды бұйырды. Содан кейін Чжэ Кенге жедел жәрдем шақыруға көмектесті. Ал Чжэ Кен полицияға ерлі зайыптылардың көрші үйде екенін айтты. Бұл оларға қашуға жеткілікті уақыт берер еді. Чжэ Кен де екеуіне қалған 5 миллиард вонды алып кетуді бұйырды. Өйткені осы 5 миллиард вон мен Мин Гю мен Юн Хи Чжэ Кенге оның тілегін орындауға көмектесуге шешім қабылдады. Чжун Чол Чжэ Кеннің үйлену тойының мерейтойы өте тез келді. Чжэ Кен шарапты арнайы дайындаған, бірақ бұл бөтелке шарапты Юн Чол